Рекорд. Бізде бастапқыда қазір сызатындай бірдеңе бар. Бірінші сұрақ жауап. Бізде мынандай план бар. Курс бойынша негізі мынандай істерді өтеміз. Бізде курс 3 айға созылады. И осы А нүктесінен біз Б нүктесіне қарай жылжимыз. Теория часті бар. 2 апта береміз оған негізі. Но мен сіздерге айтқан болатын, 1 аптада бітіріп үлгеріңіздер, что понедельник күні біз демо-счетта трейд жасап, понедельник, вторник, среда күндері и четверг пен пятница күнде реал счетта трейд жасайық деп айттым. Бастапқыда теорияны сіздер гид-курста оқисыздар. Теорияны гид-курста оқисыздар. Конспект жазыңыздар міндетті түрде. Но сразу айтамын, маған конспектілеріңізді жүрмей қойыңыздаршы. Өйткені көп студент бар, мен барлығының конспектілерін қарап, ашып, оқып отыра алмаймын. Оған да кәдімгідей көп уақыт кетеді. Үй тапсырмасын тексеріп жіберудің өзі негізі уақыт. Сіздерге барлықтарыңызға жауап беріп үлгере алмай қаламын да. Конспектілеріңізді мен оқып үлгермеймін. И оқып үлгере алмаймын. Мысалы, сіздер кейбір жерде мысалы бірдеңе не то жазып қойсаңыздар, кейін кейбір адамдар бар, мен сізге конспектін жазып жібердім ғой, соны неғып оқымадыңыз деген сияқты. Мен шынымен де конспектін оқуға менің уақытым жоқ. Ну, енді именно соған ренжімесіздер. Но үй тапсырмаларыңызды міндетті түрде тексеріп жіберемін. Қателері болса сразу айтып отырамын түзеп. И демо-счетпен содан кейін практика басталады. Сіздер осы аптада мысалы бітірдіңіздер, теорияның көбісінде үміттенемін. Ақырын видеоларды толықтырып көре беретін боласыздар. Главный капитал коммен анализ жасауды үйреніп алсаңыздар болды TradingView'да. TradingView'даға регистрация өту керексіздер. Теорияны, конспектіні, үй тапсырмаларын барлығын бітіргеннен кейін демо-счетпен практика жасаймыз. Демо-счетпен практика жасауда біз Capital.com'да приложение бар, иә, Capital.com деген. Вот соны ашамыз. Просто сол жерде сделканы ашып жауып үйренесіздер, чтобы қолдарыңыз үйрену үшін. Одан кейін реал счетпен бастаймыз. Мынаған 2 апта емес, мен сіздерге 1 апта беремін. Негізі 1 аптаның өзі жеткілікті. Оқимын деген адам тезірек тырысады. Айдың соңына дейін сделкаларды ашып үйрену деп алдыңғы жолы айтқан болатынмын. Но мен сіздерге бүгін басқаша айтатын боламын. Негізі бізде әр сенбі сайын суббота күні осылай сұрақ жауап болады. Сұрақ жауабымыз негізі 1 сағатқа созылады. Сұрақ жауапта қалған, мысалы, бірдеңені түсінбедім, анализ түсінбей жатырмын, ананы көрсетіңіз, мынаны көрсетіңіз десеңіздер, мен любой сұрақтарыңызға жауап беремін. Айтқан түсінбегендеріңіздің барлығын талдайтын боламыз. И аптасына 3 рет сіздерде практика Zoom болады, аптасына 3 рет. Именно сіздердің телеграм-каналда қай күндер екен, қазір қарайық. Қабылдай салайын кісіні. Сіздердің менторларыңыз мен емес, дүйсенбі, бейсенбі, жұма күндері дейді. Понедельник, четверг, пятница күндері сұрақ жауап болады екен, получается. Сол күндері сағат 6-да болады. Ол 6-да не көрсетеді? Вот сағат 6-да олар сіздерге анализ жасауды көрсетеді. Просто сіздер Zoom-ға кіресіздер, былай TradingView'ды ашады. Қазір мынандай компаниялар болса анализ жасаймыз дейді да. Тез анализ жасап көрсетеді. Жарты сағаттың ішінде, мысалы, 4-5 компания анализ жасап тастайды. Егер сіздер ешқандай да дайындықсыз кіретін болсаңыздар, ештеңені де вообще түсінбейсіздер, негізі айтқанда былайша. Ештеңені түсінбейсіздер, из-за этого лучше TradingView'да қарап, мынаяқтардағы инструменті бар, мысалы, иә. Мынаяқтарда таймфрейм деген зат бар. Таймфрейм дегеніміз бір свечаның бір күндегі қозғалысы, бір свечаның 4 сағаттағы қозғалысы деген сияқты ғой. 4 сағатта баға қайда жүрді? Мысалы, екі ненің арасында жүрсе, мысалы, қарасаңыздар, 160 пен 150-дің арасында баға жүретін болса, свеча былай не істеледі. Мысалы, осылай тұрады. Мысалы, бір свеча 4 сағат дейли неде тұр ғой, таймфреймда тұр, иә. Осылай тұрады. И дейли таймфреймда, демек, бір күнде баға осы неде қозғалған, бағада қозғалған, акцияның бағасы, осы бағаларда қозғалған. Просто ашылған жері мынау и жабылған жері мынау деген сияқты. Соған ашылған мен жабылған ғана разница. Егер мысалы 4 сағатқа қоятын болсаңыздар, 4 сағат бойы осы свечаның бойымен қозғалған баға. Мына жақтан қарайсыздар ғой, шкаладан, иә, былай апарсаңыздар, мына
оң жақта шкалада 144/75 деп тұр, иә. Ал жоғары жағын қарасаңыздар, почти 170, иә, 165-те бірдеңе. Почти 165-те бірдеңеше болып тұр. Вот сол екі бағаның арасында қозғалған, просто свеча ашылған мына жерден, и баға мына жерден жабылған деген сияқты. Если 5 минуттыққа қоятын болсаңыздар, 5 минуттықта баға осы бағалардың арасында қозғалған, вот свеча соны ғана білдіреді. Хорошо. Одан кейін олар алады да сіздерге метр деген тек қана сол 6 болған кезде осылай нені ашады, трейдинг вьюді анализ тез жасайды, көрсетеді. Болды, енді сделкаларыңызды ашыңыздар дейді. Сағат бізде 6-да маркет ашылады, 18:00-де, ой, 18:30-да ашылады, 18:00-де сіздердің жұмыс сабақтарыңыз басталады. 18:00 мен 18:30-дың арасында сіздерге барлық анализдерді көрсетеді. 18:30-да болды, өздеріңіз капитал коммен телефонды ұстап отырасыздар. И мына жақта ноутбуктан осы анализіңізді ашып қоясыз. Не примерно менің жасаған анализім қазір? Примерно менің анализіме қарайтын болсақ, былай болады. Баға ары-бері қозғалып жатады да, мысалы, мына жерден шорт деп тұрғаным entry точка, иә. Мысалы, осыдан төмен қарай баға құлап бара жатқан кезде, осы жерден құлады, сделка ашасыздар. И мына take profit деп тұр ғой, солға дейін сделканы ұстап отырасыздар. Сонда мына бағадан сделканы ашасыздар, мына бағадан сделканы жабасыздар. Сіздерде entry зона, там, одан кейін бар, не бар ғой? Take profit, stop loss деген ше, вот соның бәрін осы зоналарға қарап біз қоятын боламыз. Хорошо, одан 3 ай бойы үйренген кезде біз оқимыз, практика болады, психологиямен жұмыс жасау керектер, анализ жасау деп жатқанымыз мына зоналарды сызу, одан кейін мына индикаторларды қолдану, соның барлығы анализ жасауға кіреді. И стоп лоссты қоя білу. Стоп лосс дегеніміз не? Көп адам қазір, возможно, білмеуі мүмкін. Мысалы, сіз деген мынандай не бар ғой, даже сіздерде бизнес болуы мүмкін, иә? Бизнеста қандай да бір киімді көріп шықтым, сол практика. Хорошо. Мен бастапқыда түсіндім. Мысалы, киімді сіз деген алдыңыз, сатушысы деп елестетейік, иә. 5 мың теңгеге киімді сатып алдыңыз. Қандай да бір толстовка деп ойлайық, иә. Толстовканы 5 мың теңгені сатып алдыңыз, и сіз ол толстовканы аласыз да, мысалы, 7 мың теңгеге сатайын деп жатсыз, иә. 2 мың теңге табыс көрейін деп жатсыз. И сол кезде, если сіз 5 мың теңгеден, мысалы, қымбат сатып алсаңыз, сіз плюстасыз, сатсаңыз, иә, сіз плюстасыз. Ал егер 5 мың теңгеден біреу сізге саудаласайық дейді сізге, иә. Сен 5 мың теңге емес, маған давай 4.500 теңгеге бер. Мен 7 мың теңгеге ала алмаймын деген сияқты айтады да, 4.500-ге бер. Сол кезде сіз тұрасыз, жоқ, оның өзінің бағасы деген 5 мың теңге, мен саған қалай 4.500-ге беремін? Менің деген товарды сатып алған ақшам бар деген сияқты, осы жаққа жолға алып келген ақшам бар деп ше. Мысалы, мына жерде мен, егер оны офлайн магазин болса, мен арендам бар деген сияқты, вот сол айтасыздар. Сол сияқты, егер де бір затты сатып алған кезде, сатып алған бағасынан төменірек, арзанырақ сатып жібермес үшін вот стоп лосс қойылады. Даже андай моменттер бар ғой. Сіздер мысалы долларды сатып аласыздар, ауыстырдыңыздар, мысалы 500 теңгеден доллар сатып алдыңыз дейік, иә, қыста 500 теңгеден сатып алдыңыз, и доллардың бағасы түсіп кетеді ғой, мысалы 495 болған кезде сіз айтасыз, мен минустамын деп ше, өйткені мен долларды қымбат сатып алып қойғам, мен қазір 495 болып тұр доллар деп ше, қазір мен оны сатпаймын деп ойлайсыздар. Пусть ол деген бағасы скоро көтерілсін, мысалы 550-ге көтерілсін, сол 550-ге көтерілген кезде мен доллар сатамын. Вот сол сияқты да бұл жерде де. Мысалы, сіздің сатып алған бағаңыздан төмен, мысалы, түсіп бара жатады ғой, сол кезде мен көп ақша жоғалтпаймын десеңіз, вот сол кезде қойылады стоп лосс. Мысалы, сіз деген бір акцияны алдыңыз да, 100 доллардан сатып алдыңыз. Ол 100 доллардан төмен құлап жатыр, мысалы ше, 100 доллардан бағасы құлап жатыр, 90 болды, 80 болды, сол кезде сіз деген мысалы 80-ге түсіп кеткен кезде 20 доллар минуста тұрасыз ғой. Ол былай 20 доллар минусқа түспеймін, 100 доллардан сатып алдым да, если баға чуть хотя бы 1 долларға, 99 долларға түсіп кететін болса, мен минус 1 доллармен жауып тастаймын сделкамды десеңіз, вот сол жер кезде қойылатын ол стоп лосс минус 1 долларыңыз, сол стоп лосс болады. Сосын айтатын затымыз, жарты жолдан тастап кетпеңіздер, пожалуйста, өйткені менде студенттер жетеді да, сіз бір рет деген маған уақытысында ответ бермей қалдыңыз, из-за этого мен мотивациям жоғалып кетті деп айтатын адамдар болады. Болмаса бір-екі рет бір заттар түсінбей қалады да, мен түсінбей жатырмын, қолымнан келмейді все дейтін адамдар болады. Либо бірнеше рет сделка ашады да, мен қайта-қайта минуста болып жатырмын, анау түсініксіз болып қалды, мен все істегім келмейді дейтін адамдар болады да. Жоқ, ондай істемеңіздер.
айтады ғой, қандай адам мысалы жеңілді деп ше, жеңілді болғанда м, қандай сөз еді, есімнен шығып кетті, кешірім өтінемін. Андай момент Бұл болады ғой өмірде кім мысалы ше. жеңді деген дей ма? Ал Бұл өмірде кім жеңді деген дей ма? ә, сен жеңілдің дейді, сүрінген адам жеңілген емес, қайта тұра білген адам жеңген деп айтады ғой. Мысалы ше, сүріндіңіз ба? Мгм. Егер сіз егерде құлап болды, мен өлемін осы жерде, жатамын десеңіз, пусть пожалуйста, но басқалар тұрады да, сүрінсе де мың рет қанша жығылса да жүру керек та, хоть андай құлап даже тұруға күшің болмаса тізерле дейді ғой. Өмірді сүрген кезде вот солай сүру керек та, қолымнан До конца келеді. бару керек қой былай Иә, айтқанда. до конца алдыңыздар ма? Сіздер курстың өзін сіздер арзан бағаға сатып алып тұрған жоқсыздар ғой, мысалы ше. Курстың өзін кәдімгідей ақшаға сатып алып тұрсыздар. Сіздер қандай мақсатпен сатып алдыңыздар? Мен деген 24/7 мысалы қиналып, ауыр жұмыс істеп ақша таппай, үйімде спокойно отырып, 1-2 сағат отырып спокойно ақша табамын деп алдыңыздар, иә, мысалы курс сатып алған кезде. Вот сол қойған, басында қойған мақсаттарыңызға жетуге тырысыңыздар. Каждый раз трейдингте мысалы, болды қолымнан келмейді деген кезде бір жерге жазып қойыңыздар да, менің қолымнан келеді, ең бастапқы каждый раз қолымнан келмейді деген ой келген кезде ойланыңыздар, мен бұл затты не үшін бастадым деп, қаншама уақыт кетіріп жатырмын, қаншама ақша кетіріп жатырмын мысалы ше, вот соның бәрін мен ақтау керекпін деп ше, қолымнан келеді деп. Андай кездер болады, мысалы трейдпен айналысқан кезде бастапқыда біраз ақша минус болуларыңыз мүмкін, мысалы ше, бірінші салған ақшаларыңыз минус болуы мүмкін, бір андай $100 $200 минус болған адамдар бар да басында, бірақ кейінде мысалы сіз жаңадан бір ай үйрене салып ақша тауып кетпейсіз, бұл жерде екінші ай үйрене салып ақша тауып кетпейсіз, мысалы 6 ай бойы дұрыс ақша таппай аларыңыз мүмкін кездер болады да, но енді табасыздар әрине, возможно өздеріңіздің салған депозиттеріңіздің, депозит деген мысалы сіздердің салған ақшаларыңыз, иә, трейдингке салған ақшаларыңыз, соның 50%-ын ғана тауып, қалғанын мысалы таппауларыңыз мүмкін, болмаса көбіне минус болуларыңыз мүмкін. Сондай моментте ойланыңыздар, мен трейдті жақсы үйреніп алғаннан кейін, пусть 1 жыл өтеді, пусть 1,5 жыл өтеді, сол моментте мен жоғалтқан ақшамның барлығын 1-ақ айда спокойно шығарып аламын деп ше. Әр адам әртүрлі түсінеді ғой, біреу баяу, әрине дұрыс айтасыз, біреу баяу түсінеді, студентті ешкім асықтырып жатқан жоқ. Бір аптада оқып біт дейді болғанда, мен сіздерге айттым, если деп, егер де понедельник күні демосчетқа көшкілеріңіз келсе, мен көмектесемін соған деп ше. Алғашында 2 апта үйренесің деді. Мен сіздерге айттым, мен деген 10 студентті примерно понедельник күні демосчетқа үйретейін деп жатырмын деп. Чтобы понедельник күні сделка ашып көретіндей, мен сіздерге барлық курсты прям бітіріп таста деген жоқпын ғой. Арасындағы маңызды заттарды үйреніп алыңыздар. Капитал, трейдинг дедім. Кім үлгереді, вот үлгерген адамды мен понедельник күні демосчетта и келесі аптаның соңында хотя бы бір сделка реал счетта істеп көруіне көмектесемін деп айттым. Мен ешкімге сіз міндетті түрде бітіріңіз бір аптада, бүйтіңіз деп ешкімге айтып жатқан жоқпын. Егер үлгеремін деген адам болса, бір аптада бітіреді, үлгересіз ба деп сұрадым мен. 10 студентті қабылдаймын, сіз 10 студенттің арасына списокқа қосып қояйын ба деп мен сұрадым барлықтарыңыздан, иә, солай ғой. Мен сұрадым ғой, қосып қояйын ба, үлгересіз ба деп. Если үлгермесеңіз, хорошо дедім Иә, қайта. иә. Я вот сөйтіп айттым, ешкімге мен бітір, вот сөйт деп ешкімге айтпадым. Если оқиын десеңіздер, теорияны хотя бы 1 ай оқыңыз, курс біткенше теорияны оқып, ана видеоларды көріп асықпай жүре беріңіз, мен ешкімді асықтырмаймын. Просто әркімнің өзінің темпі бар, вот соны айттым мен. Просто осы аптада суббота күні қаладым да жаңадан келген студенттердің прям жақсы андай хотя бы сделка ашып кеткенін. Хорошо, давайте айта берейін келесі. Аха, потом сіздер трейдингті бастаған кезде вообще қарызға ақша алып бастамаңыздар, міндетті түрде өз ақшаларыңыз болу керек. Бастапқы мысалы 1-2 ай демосчетта теорияны үйреніп жүресіздер ғой. Сол кезде ақша жинап, сол ақшамен бастаңыздар. Хоть бастапқыда құр 50, ой, $100 ғана болса да, өздеріңіздің ақшаларыңыз болсын, чем қарызға алып, кейін қарызға батып отырғаннан гөрі. Дұрыс айтасыз. Мгм. Сонда түсінгенім бойынша жаңағы сіз айтып едіңіз ғой, түскенде типа стоп, қалай айтсам болады, ограничение қойып, мысалы біз бүйтсек болады, иә, сондай кезде мысалы біз $100 өсуіне қойсақ, мысалы ше, мысалы Иә. Тесла компаниясына, и соның біз мысалы бүгіндікке мен тек қана $10 ғана жоғалтамын, сондай деп қойсақ та болады, иә, былай. Иә, солай қойсаңыздар болады. Бүгіндікке мысалы, егер Тесланың бағасы қазір қанша? 323 болса,
сіз $10 емес, асып кетсе $2-3 ғана қоясыздар. Бір акциядан тек $2-3 ғана жоғалтамын деп. Өйткені сіз бір ғана акциямен жұмыс істемейсіз ғой. Ол жерде бір 10 шақты, 20 шақты акция болады да. Сонда если бір штугына $2 болса, 20 штугына сонда $40 жоғалтасыз бір сделкадан. И из-за этого бастапқыда көп сатып алмаймыз. Тек аздан. Давайте енді мен сіздермен қандай платформада жұмыс істейтінімізді айтайын. Біріншісі ол Capital.com. Capital.comда сделканы ашып жабамыз. Мен бір қызық алдын жолы жіберген сияқты едім. Қазір көрейін. Capital.com деген приложение. Сіздерде демо счет ашылу керек бастапқыда. Барлықтарыңыз регистрация жасай алдыңыздар ма? Если аша үлгермеген адам болса, просто қарап отырсын. Мен түсіндіріп кетемін. Кейіндеп именно осы Capital.com приложениесін скачать етіп, өздеріңізде сосын регистрацияны өтіп алыңыздар. Capital.com'ды ашқан кезде просто андай номеріңізбен, не болмаса почтаңызбен регистрацияны Как өтесіздер обычно ғой. істеп Аха, сол кезде осылай шығады. Демо счет деп. Демо счет дегеніміз ол как тура реал счет сияқты нереалистичный өздер. ақша. Ау? Сол сайттың ақшасы былай айтқанда. Электронный ақша. Аха. Тура реал счет сияқты, просто сіздердің ақшаларыңыз емес, сол жердегі приложениенің беріп қойған ақшасымен жұмыс істейсіздер. Ешкімнің даже ол жерде барлық ақшаны минусқа кетіріп тастасаңыздар да, ешкім сіздерге ештеңе демейді. Так что спокойно осы капиталды ашқан кезде демо счетта барлығын істеп көріңіздер. Сделканы ашып, жауып, любой затты қарап көріңіздер. Бірақ тек қана біз Американың биржасында жұмыс істейміз. NASDAQ нисқа кіретін компаниялар, S&P 500-қа кіретін компаниялар. Мысалы, кейбір адамдар бар, бізден курсты оқып алады да, алтынға, болмаса мұнай газға сделка ашып отыратындар. Біз мұнай газ, болмаса алтынмен, там, басқа биткоин деген сияқтылармен жұмыс істемейміз. Біздің анализіміз тек қана Американың биржасына ғана сәйкес келеді. Вот осылай ашасыздар. Capital.com приложениесі бірінші бетте осылай ашылады. Сол кезде қарасаңыздар, мына жақта демо деп тұрады. Бұл демо счет дегенді білдіреді. Есімдеріңіз жазылып тұрады. Мына жақта сообщение сияқты болып тұр ғой, ол жерге уведомлениелер келеді. Мысалы, бір сделкаңызды аштыңыз, жабуға деген, мынандай бағасына жеткен кезде жабамын деп қойып қоясыз ғой. Сол кезде сол сделка жабылған кезде сізге осы жерге сообщение ретінде келіп тұрады. Вот мынандай да мынандай сделка осындай бағасына жабылды деп. Мыналар керек емес. Мына жерде доллар болып тұр ғой, сол міндетті түрде сделка регистрация өткен кезде CFD доллармен ашасыздар ғой, міндетті түрде долларды таңдап шығып, кейбір адамдар бар, евромен ашып алады да, өзгерте алмай қалады. Сол үшін негізі доллармен ашыңыздар сразу. Осы жерде доллар қанша депозит деп жатқаным, сіздер мысалы осы аккаунттарыңызға қанша ақша саласыздар, вот сол осы жерде жазылып тұрады. Мына жерде 1343-те $1 бар екен. Негізі бастапқыда даже $100 бастай берсеңіздер де болады. Маржа деген зат бар, оны кейіндеп біртіндеп түсінетін боласыздар. Ол қарызға алынатын ақша, кейін реал счетқа көшкен кезде ақырындап түсінікті болады, ал демо счетта пока что керек емес. Мына жерде индекс дегендер, бұларды қарамай қойыңыздар, маңызды емес. Избранный де пока что маңызды емес. Мына жақты қарасаңыздар, вот астында домой деп тұр ғой. Домой деп тұр, иә. Домойды басқан кезде осы сіздердің экрандарыңыз шығады, сіздің есіміңіз и депозитіңізде қанша ақша тұрғаны. Бұл жерде watch lisты деген бар. Осы жерде бұны басқан кезде сіздер өздеріңізге қалаған компанияны, мысалы, список қылып құрастырып алсаңыздар болады. Менің списогым, болмаса my list деген сияқты шы. Сондайға керек компанияларыңызды қосып қоя аласыздар. Портфель деген бар. Портфель дегенге кірсеңіздер, вот мынандай шығады. Портфель деген таңдалып тұр, осындай шығады. Сделки, ордеры, алерты деп шы. Сделки деген бір сделканы ашып қойдыңыз, бір компанияның акциясын, 10 акциясын сатып алдыңыз да, и сол жерде мысалы сделканы ашып қойдыңыз, уже сіз күтіп отырсыз. Сол кезде сделкидан осы жерден шығып тұрады. Мынандай компанияға мынандай штук сатып алынған, баға мынандайдан деген сияқты шы. Осы жерде қанша сделкаңыз ашық тұр, соның барлық список осында тұрады. Одан кейін ордеры деп тұр. Біз мысалы акция деген $100 мен $99 арасында колебация етіп тұр бағасы, иә. Біресе 99 болады, біресе 100 болады, 99-да 5, 99-да 8 дейді, ары бері солай жылжып тұрады тағы постоянно. Вот сондай моментте сіздерде ордер беріп, заказ беріп қоясыздар. Қазір мына баға 99-да мысалы 2 деген бағасына жеткен кезде мен сатып аламын деген сияқты. $100 қарағанда ол арзандау ғой 99-да 2. Вот сондай ордер берген кезде осы ордер деген жерде тұрады. И алерты деген уведомление, мысалы
Сіздер бағаны $100 жеткен кезде маған уведомление келсін деп қойсаңыздар, осы жерде ол как будильник сияқты болып тұрады да. Мына ордера деген жаңа көрсеттік. Одан кейін поиск деген, мына жерде поиск деген зат тұр, иә. Поискқа кірген кезде компанияны іздеу керек болса, тикер символ дегенді өттіңіздер, иә. Қысқаша, мысалы, компанияны тезірек іздеу үшін 4 әріптен, 1 әріптен солай құралған қысқаша атаулары. Tesla керек болса, мысалы, TSLA деп іздейсіздер, иә. Nvidia керек болса, NV1 деп. Бұл жерде қарасаңыздар, компаниялардың списогі тұр менің оң жағымда. Қазір мына жақта тұр міне. Мына жерде символ деп тұр ғой, соның астында қысқаша аттар көрілген. Мысалы, мынау Tesla компаниясы, TSLA. Мынау Nvidia компаниясы, осылай қысқаша NVDA. Мысалы, Coin, мысалы, COIN. Вот осындай компанияларды сіздер сделка ашайын деп жатсыздар. Мысалы, иә, біз жаңа му компаниясын аштық. Сол керек кезде осы поискқа жазамыз да, MU деп жазамыз. Сол кезде осы жерде му компаниясы шығады. Иногда мынандай моменттер болады, что мысалы PVH деп тұрмыз ғой. Сол сияқты мудың иногда му деп жазған кезде шықпай қалады. Сол кезде мында атауы ұзағымен тұрады. Micron Technology деп ше. Вот осына апарып ана поискқа жазу керек болады. Одан кейін сол жерде мысалы Теслаға сделка ашқыңыз келді. Тесланы таңдайсыз. Сосын сол компанияны таңдаған кезде осылай шығады. Продать, купить деп. Продать, купить дегеніміз, если лонг позицияға сделка ашқыларыңыз келсе, мысалы. Бір секунд. Мысалы, лонг позицияға сделка ашқыларыңыз келсе, қазір акция вот өседі. И өскенінен мен ақша табам десеңіздер, купить дегенді басасыздар. Өйткені өздеріңіз сатып аласыздар арзан бағасынан, и қымбатырақ бағасын сатасыздар. Ал продать дегеніміз, ол сіздерге шортқа сделка деп айтып жүрміз ғой. Вот шортқа деген сол продать дегеніміз, мысалы, қазір деген мен қымбаттау бағасын сатып аламын да, арзан бағасынан сатып жіберемін деген продать. Негізі мына жерде көп логикамен түсінуге тырыспай ақ қойыңыздар. Тек сол айырмашылығын түсініп алыңыз, андай көріп алыңыздар да, үйреніп алыңыздар. Купить деген мысалы акцияның өсуінен мына жақтан акция өсіп жатыр ғой, вот содан ақша табам десеңіз, ол купить болады. Ал если қысқаша мысалы бағаның құлағанынан ақша табам десеңіз, ол продать болады. Вот сол айырмашылығы. Мысалы, сіздер қазір ойлайық, Тесланың мысалы қазір 336-да 4 бағасында тұр, иә. Осыдан қазір өседі, мысалы 338-ге дейін өсіп береді десеңіз, купитті басасыз, 30 жерден сатып аласыз. Вот солай. Мына жерде біз капиталға кірген кезде сделканы қалай ашамыз? Осылай Тесланы таңдадық, кірдік. Сол кезде мына жерде 3 тал мынандай не тұр ғой, гамбургер сияқты болып тұр, 3 сызық тұр. Купиттің тура астында тұр, қарасаңыздар. Вот соны басасыздар. Соны басқан кезде мындай страница шығады, мынандай бет шығады. Вот осы жерден таңдайсыздар, не продайтты, не купитті таңдайсыздар. Мысалы, лонгқа сделка ашсаңыздар, купитті, ал шортқа ашсаңыздар, продайтты. Кімде қазір Capital.com ашылған, регистрация өткен? Google'да емес, Capital.com оны немен App Store'мен скачать ету керексіздер. Не болмаса Play Marketпен. Давайте барлықтарыңыз қазір скачать етіңіздер. Егер ашылған адам болса, Capital.com'ды ашып, скрин етіп, осы неге зумға жіберсін. Давайте 15 адам отырмыз ба? 15 адам барлығымыз бірге жұмыс істейік. Зато қазір түсініп алсаңыздар, оңайырақ болады, чем өздеріңіз жеке отырып түсінгенге қарағанда. Несін скрин жасайық, сонда просто Капиталдың ашылғанын осылай Тесланы поискті ашыңыздар, и Тесланы табыңыздар да, маған жіберіңіздер. Вот Тесланы таптым деп. Менде ашылмады, удастак жоқ болған ғой, соны фан-күн жасатамын, мен сол бойынша бірақ істемесем. Хорошо, онда қазір қарап түсініп отырыңыз, запись жүріп жатыр негізі. Камшат ханым, сіз микрофоныңызды қосып сөйлей аласыз ба? Саламатсыздар ма? Мен түспей қалыңыз, қалай? Менің айтқандарым түсінікті болып жатыр ма? Иә, түсінікті болып отыр. Хорошо, Бүгін негізі... бірінші рет көріп жатырмын. Ау? Бүгін бірінші рет көріп жатырмын осы нені. Хорошо. Негізі сіздің сатып алғаныңызға қанша болып еді курсқа кіргеніңізге? 3 күн бе 4 күн бе болған. Хорошо.
Негізі сіз асықпай көре берсеңіз болады. 2 апта көрсеңіз де, 1 ай көрсеңіз де мен асықтырмаймын негізі. Просто я так хотела андай. Көп студенттер болды да, былай келгенше. Мен тезірек үйренгім келеді, маған үйретіңіз, 1-2 сделка ашып көрейік деп. Вот сондай кісілерді ойлағам ғой. Давайте мен сіздерге сразу көрсетіп жіберейін деп. Сіздерде қазір онлайн ғой, онлайн кезінде кішкене WhatsAppпен сұраған кезде дегі бір-бірімізді түсінбей қаламыз да. Из-за этого осындай аптасына 1 рет суббота күні, особенно Zoom сабақта. Осылай оффлайнда негізі осылай істейміз да, барлығын көрсетеміз. Сделка отклон дейді. Барлығын көрсетеміз да. Былай жұмыс істеу керек, былай деп осылай бәріміз бірге капиталды ашамыз, оффлайн обучение болады ғой сол моментте. Сол сияқты оффлайн обучение сияқты просто экранның арт шетінде отырып сіздермен жұмыс істейік деп ойлағам ғой. Өте жақсы. Қазір қанша адамда ашылды сонда? Хорошо, таба алып жатырсыздар, иә? Егер таба алмасаңыздар, сразу айтыңыздар. Я қайта сіздерге если көмегім тисе өте қатты қуаныштымын. Давайте. Капитал ашық дейді. Өте жақсы. Барлығымыз таба алдық па? Таба алмай қалған адам бар ма? Внесение средства дейді. Сіз сонда неңізге салайын деп жатсыз ба? $1000-ды? Қазір жіберді жаңағы. Жасаймыз ба Капитал.комда демошотқа? Жоқ, демошотта не істемейміз. Пополнение керек емес. Пока что ақша салмай тұра тұрыңыздар. Келесі аптада ғана салайық оны. Есіміңіз кім? iPhone деп не істеген? Динара. Динара ханым. Пока что ешқандай пополнение жасамай қойыңыз. Тек қана демошотта біз үйренейік, жүре ма? Иә, мен сол демошотта регистрация жасау керек па, тіркелу керек па? Демошотта регистрация керек емес. Тек қана қазір реал шотқа өтетін кезде керек болады. Мына жерде не істесеңіздер, мына жерде экран шығады ғой, сол кезде демо дегенге басқан кезде мынандай зат пайда болады. Вот осындай экран пайда болады. Сіздердің туралы информация, мысалы фамилияңыз бен есіміңіз, и мына жерде перейти на live аккаунт деп тұрады. Осыны басқан кезде сіздер live аккаунтқа көшесіздер да, там реал счет деп айтатын, вот сол аккаунт. Ол жерде my аккаунтыға кіріп, осы жерге live аккаунтқа көшкен кезде тура осылай болады бүкіл барлығы. Тек қана my аккаунтыға кірген кезде ол жерде не болып тұрады? Внесение средства деп тұрады. Сол арқылы лайф аккаунтқа негізі пополнение жасасаңыздар болады. Ал реал счеттағы мысалы ақшаны өзгертемін десеңіздер, маған мынандай $1000-мен емес, $100 ғана пока что жұмыс істеймін десеңіздер, мында CFD деген бар ғой, соны төмен қарай басқанда там изменение деп тұрады да. Мына жердегі нені ауыстырып көрсеңіздер болады. Демошоттағы ақшаны $1000 емес, $2000-ға ауыстырсаңыздар, $10,000-ға ауыстырсаңыздар, солай бола береді. Демошотта ойын сияқты как будто бар ғой, өздеріңіз андай ойнап отыратын сияқты любой сделканы ашып жауып, даже депозит өзгерсеңіздер де болады. Менде сұрақ, дей трейдинг пен swing трейдингте анализ жасаймыз ғой, инвестицияға да тоже анализ жасау керек па, или самый главный сатып алу ма дейді. Негізі инвестицияға анализ жасасаңыздар дұрыс болады да, өйткені кейбір компаниялар бар, бағасы өсіп бара жатқан жоқ, наоборот, құлап бара жатқан шығар. Кезінде жақсы бағамен тұрған андай акциялар қазір құлап жатуы мүмкін да. Вот ол үшін анализ керек. Мысалы, егерде Қазақстанның бір компаниясының акциясын алып, все, мен акционермін, инвестиция жасап жатырмын десеңіз, бірақ ол компания жақсы дамымай, керісінше құлдырап жатуы мүмкін да. Вот из-за этого негізі анализ жасаған дұрыс болады. Я қазір именно day трейдингке мен анализ жасап көрсетемін. И swingті да көрсетемін. Давайте swingті келесі аптада көрейік. Бүгін тек қана day трейдті көрейік, жарайды ма? Инвестиция жасап сатып алуды көрсетесіз ба дейді. Әрине, оны да көреміз, бірақ келесі аптада давайте swingті көрейік. Осы аптада dayді, оның арғы аптасында инвестицияны көрейік. Қадағалап отыру керек та, ұзақ уақыт болса да. Инвестицияда негізі, если жақсы компанияға сатып алып қойсаңыздар, қарап отырасыздар ғой. Егер мысалы жаман жаңалықтар шығып кететін болса, или болмаса соғысқа туралы жаңалықтар шығады. Недавно қарасаңыздар, Иран мен Израильдің арасында бір соғыс басталып кетті, иә. Ондай ұзаққа созылған жоқ, кішкене 1-2 күндік соғыс болса да, акциялардың бағасын құлатып жіберді кішкене.
Вот сондай моменттер болып қалуы мүмкін да. Сол үшін негізі маркеттегі жаңалықтарды қарап отыру керек боласыздар. Экономикадағы мынандай да компания мысалы директор ауысыпты да қазір деген минусқа кетіп жатыр сол компания деуі мүмкін да. Если сондай минусқа кетіп жатқан компанияларды естіп қаласыздар ма, и сондай компанияда сіздер инвестиция жасап жатсыздар ма, лучше бағасы қымбат болып тұрған кезде оны сатып жіберіп, одан уже плюста отырған кезде сатып тастайсыздар да. Кейін қымбатырақ бағасынан сатып жібересіздер де, кейін басқа компанияға тағы да жақсы арзанырақ бағасынан инвестиция жасап, сосын чтобы осы жылда плюстасыз, келесі жылда плюста болатындай. Өйткені баға ары бері қозғап тұрғандықтан, мысалы сіз басында плюсқа болып, баға қайтадан құлап кетуі мүмкін да, мынандай кездер болуы мүмкін мысалы. Қазір көрсетейін. Мынандай кездер мүмкін. Мына жақта менің оң жағымда мынандай тізбай қойсаңыздар жақсы еді негізі. Экранды қайтып тазалаймын. Вот қараңыздар, мына кезде TradingView деген платформа, осы жерде біз анализ жасайтын боламыз. Вот қараңыздар. Мынау 2024-те, 2024-тің басын қарасаңыздар, мына компанияның бағасы, мына оң жағымызда шкала тұр. Шкалада бағасы, мысалы, баға $50 бастап жоғарыға көрсетілген да. Каждый раз бағаның қымбаттағанын көріп отырсыздар. Мысалы, 2024-те бағасы $82 ғана болған, иә? 24-тің басында, январьда $82. Одан кейін 25-те барады да, 25-тің соңына таман, мысалы, май, июньге таман, мына жақта июньнің 18 екен, иә? 156 бағасында тұр, көріп тұрсыздар ма? Осылай алады да баға қатты өсіп кетеді. Сосын бір уақытта алады, бір жаман жаңалық шығады, алады да бағасы құлайды. Хотя мына жақта 24-те сатып алған бағаларыңызға дейін құлап кеткен, көрдіңіздер ма? Чтобы мынандай бағаға дейін құлап кетпес үшін, сіздер қандай да бір компанияның жаңалығын көріп отырасыздар да, осындай қымбат жерден сатып жүрулеріңіз керек. Сонда $80 сатып алғанда, $160 сатсаңыздар, 100% пайда көріп тұрсыздар, көрдіңіздер ма? Жарты-ақ жылда. Январьда сатып алдыңыз, жазда саттыңыз. Уже бірге бір. Если миллион ақшаңызды муға салып қойсаңыз, му компаниясына сол кезде миллион ақшаңызға миллион ақшаны уже жазда шығарып алатын едіңіз. Потом сіздің уже қолыңызда 2 миллион бар. Аласыз да тағы бір жақсы бір компанияны көресіз. Мысалы, мына кезде қарасаңыздар, бағасы осылай болып тұрған, если сатпай күтіп отырсаңыз, $80-дан да төмен түсіп, осы жылдың қарасаңыздар, апрелінде одан да төмен болып кеткен. Почти $60 шейін жетіп кеткен, иә? Сондай минус болып кететін едіңіздер. Мына кезде сатып жіберіп, әрине бағасы өсіп тұрады, мысалы, 20 жыл болсын, 30 жыл болсын, кейбір компаниялар бар деп айтып жатқанмын ғой. Осылай бағасы жақсы бағасынан даже сатып алсаңыз да, кейін қымбаттап қайтып құлап кетуі мүмкін да. Вот сондай кездерде сіз жаңалықтан құр қалмай қарап отыруыңыз керек. Мына компания өседі, мына компания мысалы құлайды деген сияқты қылып ше. Қазір бір секунд. Инвестиция жасап сатып алуды көрсетесіз бе? Айттым, қадағалап отыр. Облигация болып кетуін болжауға бола ма? Рахмет. Мен именно облигация жағын білмейді екенмін, оны қалай сатып алу керектігін. Өйткені мен вообще андай облигациямен айналысып көрмеппін. Өйткені облигацияның бір жаманы, даже если акция деген басында $100 болып тұрып, кейін $200 өссе де, сіз үстінен плюс көрмейсіз да. Бастапқыда сіз $100 сатып алдыңыз ба, сол бағамен тұрады. Тек ай сайын сізге депозит қана, 4 айда, 3 айда бір рет дивиденд қана беріп отырады да. Ол маған онша андай не емес. Пайдасын бермейді. Из-за этого мен ол облигацияны вообще мүлде қызықпаппын, қарамаппын, қайтып сатып алуын көрмеппін де. Хорошо, енді давайте дальше түсіндірейін. Бүгін дейтрейдті көрсетемін деп айтқан болатын, соған дейін апарамыз деп. Теперь бізде түсінікті. Қандай инструменттерді қолданамыз? Біз трейдті жасау үшін Capital.com приложениесі керек. Бұл Capital.com приложениесінде
Біз бұл приложениеде сделканы ашамыз и жабамыз. Сделканы ашып жабамыз. Ашып жабу. Бұдан қорықпаңыздар. Спокойно қазір тапқан ақшаңызды дәл қазір шығарып аласыз. Қазір. Мына жерде қарасаңыздар, my аккаунтыды басқан кезде вывести деп тұрады. Қазір ашып көрсеңіздер болады. My аккаунтыды басқанда внесение средствтың жанында вывести деген болады. Ну, ол реал аккаунтта, реал счетта. Внесениенің жанында вывести деген болады. Соны бассаңыздар, любой, мысалы, қандай да бір Каспиймен егер пополнение жасадыңыз ба, тек қана Каспийге жібере аласыз. Сондықтан мен сіздерге совет берейін, үлкен жақсы совет. Сіздерге сол кезде Freedom приложениесі өте жақсы көмек болады. Freedom Super App. Freedom брокер емес, просто Freedom не керек болады. Freedomның несі? Картасы. Freedomның картасы Freedom Super App. Freedom карта деп жатқаным Freedom Super App. Freedom Super App керек болады. Біз өйткені Freedom Super Appқа сіздер Каспийдан осыған жіберіп аласыздар да. Біз капиталда көрдіңіздер ғой. Теңгемен емес, доллармен трейд жасаймыз. Сондықтан Freedom Super App не үшін керек болады бізге? Именно ол керек болады, чтобы капиталға ақшаны доллармен жіберу үшін. Ақшаны доллармен жіберу үшін. Ақшаны бізге доллармен жіберу үшін Freedom Super App'тан капиталға біз доллармен жібереміз. Freedomның ішінде біз теңгемен ақшамыз тұрады ғой, теңгемен аламыз да, долларға выгодно түрде, андай, долларды арзанырақ түрде сатып алуға болады да Freedom'ды. Сөйтіп, капиталға ақшамызды Freedom'нан капиталға жібереміз. Вот солай сделкамызды ашып жабамыз. Freedom дегеніміз кәдімгі Каспий сияқты приложение, просто ол да Қазақстанның приложениесі ғой, тура Каспий сияқты. Просто тек басқа Каспий емес, басқа приложение, Freedom банк қой. Сосын кейін, мысалы, Freedomға сіздер капиталдан қайттан мына ақша жібересіздер ғой. Freedom'дан аласыздар да, вывести болған кезде, ақшаларыңызды шығаратын кезде, капиталдан ақшаны шығаратын кезде, оны сіздер қайтадан Freedomға доллармен аударасыздар. И сосын капиталдан доллармен Freedomға аудардыңыздар. И Freedomның өзінің ішінде не істейсіздер? Долларды теңгеге ауыстырасыздар. Теңге ауыстырасыздар да, Freedomнан долларды теңгеге ауыстырасыздар да, мына жақта Каспий бар ғой. Вот сол Каспийге жібере аласыздар. Каспий бар ғой. Сразу Каспийге жіберсеңіздер болады, бірақ если капиталдан, мысалы, егер былай істесеңіздер, сосын барып қазір долларды теңгеге ауыстырдық, сосын барып Каспийге жібересіздер. Осындай моментте бізге өте выгодно болатын зат. Біз осы кезде долларды жақсы бағасымен аламыз да. Freedom өйткені Қазақстанның бағасымен, Қазақстанда доллар қанша теңге болып жатыр, сондай бағамен сатып алып сатасыздар. Ал капиталдан егер сразу мынандай не істейтін болсаңыздар, мысалы, капиталдан алып сразу Каспийге жіберіп, болмаса Каспийден сразу мына жаққа капиталға пополнение болатын болса, капитал сіздерге долларды өте қатты қымбат бағамен береді. Мысалы, $100 болу керек ақшаңыз, капиталға түскен кезде 100 емес, бір 98-97 сондай доллар болып қалады. Капиталкоммен телефон арқылы жасай берсе болады ма? Капиталкоммен ол телефонмен ғана жұмыс істейміз. Менде Freedom App бар, өте жақсы. TradingView'дағы капиталкомда Freedom индикатормен жұмыс жасайтын. DCI дегенде. Капиталкомда біз тек сделканы ашамыз и жабамыз. Басында Каспиймен ашып салып қойған, оны ауыстыруға болады ма? Әрине болады, бірақ ол үшін бірінші Freedomнан Каспийдің жанына Freedom'ды тіркеп қою керексіздер. Тағы бір банк карточкасы ретінде Freedom'ды тіркеп қоясыз өзіңіздің картаңызды. И сосын бір хотя бы $10 болсын Freedomға жіберіп қою керексіз да. Өйткені қай картадан сіздер пополнение жасадыңыздар, сол картаға ғана ақшаны шығара аласыздар. Хорошо, капиталдан. Сонда біз түсіндік, ерте мысалы капиталға Каспийден сразу жіберетін болсақ, бізге долларды қымбат қылып береді. Осылай болатын болса, бізге не выгодно, долларды қымбат қылып береді. Мен жазып қояйын айқа. Долларды қымбат береді. Долларды қымбат береді.
Ол бізге невыгодно. Көп адамдар бар, Каспийден пополнение жасаған кезде маған Каспийден звондап сұрады, қайда ақша аударып жатсыз деп. Каспийдің сондай проблемасы көп. Естілесіздер, мысалы, капиталға пополнение жасап, болмаса капиталдан Каспийге аударсаңыздар, Каспийден сразу звондайды. Сізде деген мынандай ақша салайын деп жатсыз, қайда салайын деп жатсыз, ол қайдан келіп жатқан ақша деп сіздерден міндетті түрде сұрайды. Каспийде сондай сұрақ көп бір шетінен. Екінші шетінен сіздер капиталға аударған кезде капитал теңгені долларға қымбат қылып ауыстырып береді. Ал если фридомға істейтін болсаңыздар, фридомда өздеріңіз жақсы бағадан долларға ауыстырып алдыңыздар, и оны сразу капиталға жібердіңіздер. Ол бір выгодно. Екіншіден, ондай Каспий сияқты сұрақтарыңыз көп болмайды. Не үшін капиталға аударып жатсыз, анау мынау деген зат болмайды. И я вам советую сразу негізі фридоммен жұмыс істеуді үйреніп алсаңыздар, фридом супер апта. Потом капиталкоммен жұмыс істеуді. Вот осы жерде сіздерге үй тапсырмасы. Сіздерге тапсырма. Я хочу, чтобы мына жерде отырған 15 адамның барлығы соны орындап маған жібергені. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Былай істейсіздер. Біз капиталды үйрендік, иә. Вот сол капитал арқылы менің есімім, кстати, Аружан, мына жерде Иманғали деп тұрғаны, просто зумнан платный версиясы бар ғой, чтобы 2 сағат, 1 сағат спокойно зумда без конца өте беретіндей. Вот сол үшін мен тек қана осы Иманғали ағайдың несін алған болатын ғой, зумын алған болатын. Ал менің өзімнің зумым болса, платный версиясы алынбаған, бесплатныймен жұмыс істеп жатырмын. Күндегісін күнде иә шығаруға болады. Біз спокойно шығарамыз, трейд жасаймыз, вот все. Сразу қалай плюсқа шықтыңыз, солай мен спокойно Каспийге жібере аламын. Хорошо, үй тапсырмасы, сіздер капиталды ашасыздар. Бүгін емес, енді суббота, воскресенье күндер, кстати, маркет жұмыс істемейді, біз жұмыс істемейміз. Біз суббота, воскресенье күндер жұмыс істемейміз, өйткені Америкада демалады, официальный жұмыс сияқты болып саналады, өйткені оларда суббота, воскресенье маркет жабық, тек понедельник күннен бастап былай істейсіздер. Таңертең үй тапсырмасы сағат 13:30 болған кезде маркет ашылады. Сол күні маған жіберіңіздер міндетті түрде. 13:30-да маркет ашылады. 13:30-да маркет ашылады. Маркет болғанда премаркет ашылады. Премаркет деген маркетке дейінгі уақытта біз маркет уақытысында трейд жасаймыз. Премаркет уақытында анализ жасаймыз. Сосын 18:30-да мен зарядкамы тиін деп жатыр. 18:30-да бізде маркет ашылады. Сонда қараңыздар, 18:30-да премаркет ашылса, 13:30-да премаркет ашылады, 18:30-да маркет ашылады дедім, иә. Сол сағат 13:30 болған кезде сіздер маған бірнеше сделканы ашып көру керексіздер. Осы премаркет уақытысында қазір ашылады. Осы премаркет уақытысында бірнеше сделка ашылады. Осы уақытта сонда қараңыздар, 18:30 бен 13:30-дың арасында, 13:30 бен 18, 1:30-нан бастап бірнеше сделка ашып көресіздер. Уақытта деп жаза берейін, иә, уақытта премаркет ашылса, осы уақытта 5-6 сделка ашу. Кешіріңіздер. Жаз басталғалы осы аллергия. Кішкене қиналып қалам аллергиядан. 5-6 сделка ашып көру. Просто былай істейсіздер. Мен жаңа көрсеттім ғой Телеграмда. Капиталды ашасыздар. Мына жерде поиск дегенді алып, поискқа любой компания жазасыздар. Tesla, Nvidia, неважно, қандай компания болса да, главный NASDAQ-қа кіретін Американың биржасындағы компания болу керек. Сіздер TradingView-дан былай көрсеңіздер болады, мысалы мынандай компаниялар бар, иә. Осылардың любойын аласыздар да. Мен сіздерге мына спискті жіберіп қоюға тырысамын. Любойын аласыздар да, вот поискқа жазасыздар. Сосын сол компанияны таңдайсыздар, мысалы мынау сияқты таңдадыңыз. Одан кейін таңдағаннан кейін вот именно осы жерді басасыздар. Мына жерден сделканы ашып жауып емес, мынаны басасыздар. Вот именно осыны басасыздар. Осыны басқаннан кейін мынандай страница ашылады. Количествосына көп керек емес, 50-100 керек емес, бастапқыда тек қана бір ғана мен көріңіздер. Даже если 100 жазсаңыздар да ладно, ол ештеңе етпейді. Жазасыздар да осы жерден купить либо продать деп басып, солай маған міндетті түрде 4-5 сделканы ашып көру керексіздер. Мына жерде купить продать таңдағаннан кейін, мына жерде астында купить деген андай заключительная, прям ана кнопка болады, заключительная. Осыны таңдау керексіздер, купить деп басу керексіздер. Сол кезде сделка дегенде мына жерде тұрады. Вот Теslaдан бір сделка
336-та 45 бағасынан сатып алдыңыздар. 336-та 3 бағасымен қазір жүр. Ол баға жоғары қарай стрелка көрсетіліп тұр, иә. Демек, баға өсіп жатыр дегенді білдіреді. Если мына X-ті бассаңыздар, сделка жабылады. Не только былай сделка жабуға болады, мына Tesla дегенге бассаңыздар, қайттан Тесланың өзінің маркетін сатып алуға кіріп кетесіздер. Оны емес, +1 деп тұр ғой, вот сол кнопканы басасыздар. Сол кнопканы басқан кезде мынандай страница ашылады. Вот сіздер мынандай бағадан сатып алдыңыздар. 336-та 45 бағасын сатып алдыңыздар. Бір штук сатып алдыңыздар. Қазіргі бағасы мынандай, сіз мынандай баға минуста тұрсыз. И мында стоп-лосс пен take profit. Пока что екеуіне мән бермеңіздер. Стоп-лосс пен take profitқа тек осылай акцияны алып, сатып алып, просто сделканы жауап беріңіздер. Мында закрыть деген кнопканы бассаңыздар, былай шығады. Закрыть сделку деген сияқты ше. Мына жерде закрыть дегенді басасыздар и закрыть деп сделканы жабасыздар. Бастапқыда ешқандай да логиканы қолдамаңыздар, тек капитал.комды үйренейік, давайте. Просто ашасыздар, мына жерде поискқа кіресіздер, давайте қайталап көріңіздер қазір. Ашасыздар капиталды, поискқа кіресіздер, белгілі бір компанияны таңдайсыздар, и мына жерде үш тал не тұр дедім, сызықша тұр дедім, иә, мына купиттің астында үш тал сызықша тұр. Менің экранымды сызып жатсыздар. Сіз басаңыздар жақсы еді. Мына үш тал сызық тұр, иә, редактировать деген сияқты. Вот соны басқан кезде мынандай бет ашылады. Осы жерден продать или купить деп міндетті түрде 5-6 сделка ашыңыздар. И сделканың барлығын ашып, мына жақтан X-ті басып жауып көрсеңіздер де болады. X-ті сразу басасыздар, и мынандай шығады сіздер закрыть сделку деп. Точно сделканы жабуға дайынсыз ба деген сияқты. Вот сол жерден сіз айтасыз, да, закрыть деп. Вот солай басасыз. Одан кейін сіз сделканың мысалы жасадыңыз сделка, иә. Осыған дейін 5 сделка жасап қойдыңыз. Оны қайдан көруге болады? Мына жерден көресіздер. Главный экран тұр ғой, сол кезде демо дегенді басасыздар. Мына жерде демо дегенді басқан кезде мынандай бет ашылады, иә. Осы жерден отчеты деген бар. Отчетыды басасыздар. Сол кезде транзакции, отчеты, тағы бірдеңе болып шығады. Сол жерден сделки дегенді тұрады. Вот сол сделкиді или болмаса транзакцияды басасыздар. Просто маған скриншот етіп жібересіздер. Мен понедельник күні кешке дейін каждыйыңыздан 5-5 сделкадан күтемін. Хорошо. Қазір бізде маркет жабық қой. Суббота, воскресенье күні маркет жабық, из-за этого біз вообще сделка аша алмаймыз. Ашып жабу оңайлау, анализ қиын болып тұр өзіме дейді. Я, анализ оңай емес. Просто бастапқыда сіздер сделканы ашып жауып, қолдарыңызды үйрету керексіздер да. Маркет ашыла салған кезде, чтобы сіздер сасқалақтап қалмайтындай, қалай сделканы ашам, қалай жабам деген сияқты кейбір адамдар тез қозғала алмай қалады сондай моментте ше, уайымдағанынан. Из-за этого давайте бастапқыда капитал.комды понедельникке дейін тапсырмасыздар. Понедельник күні солай істейсіздер. Тағы да қазір заттар өтеміз міндетті түрде, но просто пока штоға тапсырманы айтып жатырмын. Премаркет кезінде сатып ала аламыз ба? Иә, сатып ала аласыздар. Сіздерге ол просто дайындық ретінде айтып отырмын. Негізі премаркет кезінде сделка ашпаймыз. Понедельник жасатам, жібере алмаймын үй тапсырмасын дейді. Хорошо, сізге тогда удостоверениеңізді жасағаннан кейін жасасаңыз болады. Жай ашамыз ба, анализсіз. Пока что қолдарыңызды үйретіп алыңыздар деп айтып жатырмын. Сделканы ашуды, жабуды үйреніп алсаңыздар, кейін анализбен ашу ол оңай болады. Сіздер мынандай ғой, мысалы, Каспиймен басында қолданатын кезде қиын болды ғой, мысалы. Қалай ақшаны жіберер кезде, мысалы, магазинге кіріп, ақшаны давайте жібер десе, сіздер ондай моментте сразу жібере алмай қалған кездеріңіз болады, иә, басында. Ой, мынау қалай деп біздің нені әжелеріміз де бірінші рет Каспий ашып берген кезде сөйтеді ғой. Ой, мынаны қалай қолданады деген сияқты болып ше. Вот солай отырмас үшін сделка ашатын кезде сразу вторниктен бастап, зато сіздер даже понедельник күні, егер сағат 6-ға дейін осылай 5-6 сделканы ашып жауып үйреніп алсаңыздар, понедельник күні спокойно анализ жасап сделкаға кіре берсеңіздер болады. Хорошо, молодцы, жақсы, ашып үйреніп алайық дейді. Жақсы, мен именно сол тапсырманы күтемін. Бұл бірінші тапсырма. Премаркет ашылады. Осы уақытта 5-6 сделка ашып көру. Сосын премаркет ашылады. Премаркет ашылған кезде мен сіздерге қазір анализ жасауды үйретемін, но қиын тілмен емес, оңай тілмен үйретемін. Маркет ашылады. Маркет ашылған кезде 2-3 сделка ашу. 2-3 сделка ашасыздар. Бізде 2-3 сделка ашып қойасыздар. Қазір білмеймін.
дауысы кетіп қалды ма? Дауыс шықпай қалды менде. Күнім өткен менің ноутбугым зарядка бітіп, из-за этого зарядка алып келу керек болды. Дауыс басылып қалды. Просто зарядкам бітейін деп жатыр екен, из-за этого зарядка алып келдім. Сіздердің аулаларыңызда да бір неге сум өтіп едім, оффлайн обучениеден өткен студенттерге. Содан кішкене шаршап қалдым. Негізі менің экранымды сызбасаңыздар жақсы болатын еді, зато басқа адамдарға мешать етпейміз, иә. Үй тапсырмасын скриншот етіп алыңыздар міндетті түрде. Мен қазір жіберіп қоямын сіздерге, личкаларыңызға. Осыны скриншот етіп. Егер де инстаграмдағы Аружан ханымды айтып жатсаңыз, жоқ, мен ол кісі емеспін. Просто атымыз ұқсас. Хорошо, осы түсінікті. Одан кейін бізде сделка жасауымыз. Қазір сделканы осындай Capital.com деген приложениеде ашып жабатынымыз түсінікті болды. Capital.com приложениесін ашып жабатынымыз түсінікті болды. Ол хорошо. Одан кейін біз қандай затқа сүйеніп сделканы ашып жабамыз, иә? Қайда қарап отырып сделка ашамыз? Сделканы бекерден бекер ашып жаба бермейміз ғой. Оны мынандай приложениеде платформа қолданатын боламыз, мынандай платформаны. Звуктарыңызды өшіріп тастаңыздар жақсы болады. Қазір бір секунд. Вот қараңыздар, негізі экранды сызбасаңыздар дұрыс болар еді. Мен қалай доступ тауып тастай аламын сіздерден. Вот тогда шыдай тұрайық. Вот осындай біз платформаны қолданамыз. Бұл платформаға TradingView деп аталады. Давайте бірге бастан бастап қарайық. Қараңдаршы, өшіріп қоясыздар ма? Бетім шимақтап Қалай тастаймын. не істейтінімді білмей тұрмын. Вот қараңыздар, TradingView платформасы. Бұл жерде негізі сабақтарды гид-курсты ашып қарайтын болсаңыздар, постепенно ол ашылады да, көрінеді. Бастапқыда мысалы анау қоймайды ғой сізбенді. Бастапқыда мысалы трейдинг дегеніміз не деген үйретеді. Келесі күні тұрады да анализ жасауды үйретеді. Анализдерді постепенно үйретіп келеді да. Capital.com'ды басында TradingView'да, сосын барып Capital.com'ды үйретеді. Сосын неде бізде бар TradingView'да сделка ашып жабу деген сияқты. Именно сол TradingView'да сделканы ашып жабудың керегі жоқ негізі. TradingView'да сделка ашып жабудың керегі жоқ, өйткені біз TradingView'дің несімен қолданбаймыз мүлде.
сделкалармен болғанда именно соның трейдинг вьюда сделка ашып жаппаймыз вообще ше. Тек қана біз сделканы ашып жабамыз Capital.com'да ғана. Бәйтерек деген мырза, вы мешаете нам. Не надо былай поступать етуге. Сызбаңыз, пожалуйста. Мен мына жерде қалай өшіріп тастау керектігін білмей тұрмын просто. Сызылып отырмын, сіздерді көрініп отырмын, мен сіздерді көрініп жатқан жоқ екен деп қоймайын ба? Иә, бізге көрініп жатыр. Хорошо. Негізі трейдинг вьюда тек қана біз анализ жасаймыз. Осы трейдинг вью платформасына қарап отырамыз да, сделканы қай жерден ашып, қай бағадан жауып отыру керектігін көріп отырамыз. Барлық миллиардтап табағатын трейдерлардың өздері осы трейдинг вью платформасын қолданады. Бұдан да басқа жақсы платформалар бар Америкада, но олар кішкене түсініксіздеу біріншіден, екіншіден олар Американың сырт шетінде қолдануға рұқсат бермейді да. Біз тырысқан болатынбыз жақсы платформаларды тауып, там сіздерге көрсетуге, көбірек детальный анализ жасауға болатындарды. Бірақ Американың дан шыққаннан кейін ондай платформаларды негізі қолдана алмайды екенбіз. Даже регистрация өте алмаймыз. Просто скачать ете аламыз, мысалы, но қолдана алмайды екенбіз. Хорошо, енді түсіндірейін. Трейдинг вью платформасында біз анализдарымызды сызамыз міндетті түрде ше. Қолмен сызамыз, ешқандай да ештеңеге сүйенбейміз. Просто қозғалып жатқан графикке қараймыз да, андай история повторяется деген ғой. Бұрынғы кездердегі бағаның қалай қозғалып жатқанын көреміз да. Вот соған қарай біз анализімізді жасаймыз. Мына жерді қараңыздар. Мынаны басқан кезде просто осы сайттың өзінің шығады, homepage деген болады. Мына жерден керек болса, компанияның символы істеп тұр ғой. Компанияның тикер символын жаңа өттіге. Тикер символ дегеніміз компания қысқартылған аты деп. Осы жерде қысқартылған атын жазамыз. Мысалы, Apple тауып көрейік. AAPL. Apple табылды. И жанын қарасаңыз, NASDAQ деп тұр, көрдіңіздер ма? Мына жерде NASDAQ деп тұр, көрдіңіз ба? Интернеттен қазір мен өшіруге тырысып көремін ғой деймін. Экранды сызып осы сайттың приложениесі бар ма, сонымен жұмыс жасайды. Бізде осыған дейін мынандай карандаш сызып тастау деймін, не істемеді. Енді әр команда сондай ақша бермейді. Проказы бар, задаток на соблюдение плана. Хорошо, давайте осы жерден мысалы керек компаниямыздың тикер символын жазып аламыз. APL деп мысалы мен Apple тауып алдым. Осы жерде қарасаңыздар, мына жерде NASDAQ деп тұр, иә, именно Apple'дың жанында мына жерде NASDAQ деп тұр. NASDAQ деп тұр, қарасаңыздар, Apple и мына шетінде NASDAQ деп тұр. Вот осындай NASDAQ-қа кіретін компанияларды, болмаса NASDAQ-тың орнында NICE деп тұрады. Вот сондай NICE-қа кіретін компанияларды ғана қарастырамыз. Басқа мына жақты қарасаңыздар, одан да басқалар көп тұр, иә. SAX, BVL, ондай компанияны қарамаймыз. Мысалы, мынаны қарасаңыз, жоғары жақта мына жақта NASDAQ деп тұр, иә. Вот осындай NASDAQ-қа кіретін компания. Мына жерде де мына компания NASDAQ деп тұр. Осындай NASDAQ-тарды қараймыз. NICE-ті қараймыз, ал қалғандарын біз мүлде қарамаймыз. Мысалы, Apple-ды іздеп, біріншісін таңдаймыз да, мына біріншісін таңдаймыз. Екіншісін таңдамаймыз, өйткені екіншісінде TSX деп тұр. Біз Apple-ды таңдаймыз. Мысалы, Apple-ды бүйтіп алдық, Launch Chart деп тұр. Соны басамыз.
бастық, сол кезде Apple'дың осындай несі шығады. Қарасаңыздар, график шығыпты, иә. Енді осылай вот пусто осылай шығып тұрады сіздерге. Бұрыннан бері келе жатқан графигі, бағасының қалай өзгергені, акциясының осылай шығып тұрады. Сол жағымызда инструменты тұр. Бұл қандай инструменттер? Мынаны басқан кезде, как мышка сияқты, просто экранды ары-бері қозғалтып қолдануға болады. Кросс бар, дот бар, мынандай arrow деген бар, demonstration деген бар. Мыналардың барлығын қолдансаңыздар болады. Одан кейін екіншісіне басқан кезде бізге керегі тренд лайн. Осы тренд лайнға жұлдызша қойып қойыңыздар. Горизонтал лайн деген бар. И горизонтальная линияға жұлдызша қойып қойыңыздар. Вот сол екеуі ғана керек болады пока что. Бізге қалған керек емес. Мына жақта горизонтал лайн таңдаймын деп, горизонтал рейді таңдап алмаңыздар. Бізге мына горизонтал лайн керек. Осы екеуін осылай таңдап қойсаңыздар, мына жерде қарасаңыздар, мынадай не пайда болып тұр менде, иә. Осылай сақталып тұратын болады. Ылғи да қолданып жүрген заттарыңызға, мысалы, инструменттеріңізге жұлдызша қойып қойыңыз, осы жерде осылай пайда болып тұрады. Өте удобно. Қайта мына жақтан басып жүрмейсіз, осыдан тез басасыз да, былай қолданасыз. Тез басасыз да, мысалы, мына жақтан бүйтіп сызып тастайсыз. Тез басып, былай сызып отырасыз. Егер мынандай сызу керек болса, мына жерден бір басасыз, и екінші төбесіне бір басасыз, мысалшы. Вот осылай дайын. Осы жерден тезірек таңдап алуға болады да, бір басасыз, и екінші рет басасыз. Вот осылай ғана дайын болып тұрады. Тезірек болады, зато жұлдызша қойып қойсаңыздар. Одан кейін екіншісі мына жерде пока что бізге керек емес мына информациялар. Инструменттерді постепенно үйренетін боламыз. Главныйларын түсіндірейін. Енді браш деген бар. Брашты таңдап, мысалы, былай бүйтіп белгілеп, мынандай бірдеңелер белгілеп, сөйтіп сызсаңыздар болады. Как андай не сияқты? Карандаш сияқты. Одан кейін браштың астында ректангл деген бар. Мысалы, мына жерде қарасаңыздар, консолидацияда тұрып қалған, иә? Консолидация тұрып қалған мына жерде, иә? Мына жерді қарасаңыздар. Осы екеуінің арасында консолидация тұр. Сол кезде осы екі зонаның арасында консолидация тұрғанын көрсету үшін, вот осылай сіз төртбұрышпен белгілесеңіздер болады. Одан кейін браш бар, ректангл бар. Қалғандар мына жақта ондай қатты маңызды емес. Сосын Т деген бар. Текст десем, мына жақта бірдеңелер жазсаңыздар болады. Өздеріңізге вдруг керек болады. Мыналар керек емес, линейка керек. Мысалы, қарасаңыз, мына жерден баға көтеріліп келе жатқан жерден, егер де мысалы $170 сатып алғанымда, ал мына кезде баға көтерілгенге дейін қарасам, $170-дан мына бағасына дейін, мына ертегі бағасына дейін, мына пикқа дейін қарасаңыздар, $66-ға өсіп берген, $66-ға и 38-39%-ға өскен. Көрдіңіздер ме? Мына жерде пайызбен жақсырады, ал алдында доллармен көрсетеді, қанша долларға өскен, қанша пайызға өскен. Вот солай. Линейка деген сол үшін қолданады. Мынаны шетке қарай басқан кезде пайда болу керек линейка. Хорошо. Ал мына жақтағылар, мынаны баспай қойыңыздар, мынау керек емес. Если мынаны басып қойсаңыздар, мына сызғандарыңыз блокта тұратын болады да, удалить ете алмайсыздар ғой. Самый маңызды заттардан солай істеп қойсаңыздар болады. Ал мына глазок тұр ғой, соны басқан кезде барлық сызғандарыңыздың бәрі скрыть етіледі, как будто тығылып қалатын сияқты. Қайтып басқанда орнына келеді. Ал мынаны удалить дегенді бассаңыздар, корзинаны барлық затты удалить етіп, болмаса бір индикаторды удалить ету. Менде бір мына индикатор тұр. Вот сол индикаторды удалить етіп отыр. Не болмаса 5 сызғанымда и бір индикаторда. Вот осыларды осылай қолданасыздар. Хорошо, инструменты түсінікті. Одан кейін мына жерде компанияның аты тұр. Поискқа бассаңыздар, басқа компанияны іздеп тауып, соны қарауға болады. Одан кейін мынау керек емес. Мына жерде 3, 5 дегендердің бәрі сіздерде мыналар тұрмайды пока что. Тек қана D и төмен қарай сызық тұр. Төмен қарайды түсірген кезде бұл жерде таймфрейм, жаңа айттым, иә? Таймфреймде бір свеча, мысалы, 5 минуттық қозғалысты көрсетеді. Бір свеча, мысалы, 1 сағаттық қозғалысты көрсетеді. Бір свеча 5 минуттық қозғалыс қой, солай-солай. Мына тик дегендер керек емес, секунд керек емес. Бізге керегі 5 минут керек болады, 3 минутта керек емес. 5 минут керек болады, 1 сағат, 4 сағат и 1 күн керек. Вот осыларға жұлдызша қойып қойсаңыздар, менікі сияқты спокойно мына экранда шығып тұрады. И любойына басасызда 5 минутқа, 1 сағатқа тез-тез іздеп отырмай ауысып отыра берсеңіздер болады. Кстати, там мына жерде
премаркет, автомаркет уақытысы көрінбей қалды деген кісілер 1 сағатқа қойып барып, настройкиді қарайсыздар, сол кезде session'ды басып, extended hours, trading hours'ты тыңдайсыздар. А когда daily time frame'де болған кезде ол session деген көрінбейді. Көрдіңіздер ме? Менде session деген көрінбей тұр. Daily time frame'де болады, солай көрмей қалады. Ал мынаны таңдаған кезде candles'ты таңдаңыздар, все, басқа ештеңе керек емес. Именно осы candles екінші тұрған. Басқа ештеңе таңдамаңыздар. Индикаторстан бізге мынандай индикаторлар керек. Скриншот етіп алсаңыздар болады. Бұны да сіздерге жіберіп қоямын. Мына видеоны сіздерге, наверное, қайтадан көру керек шығар, чтобы істеп алатындай. Осы индикаторлар керек. Барлығын мысалы мында индикатор жазатын кезде, мысалы pivot дейсіздер да, жұлдызшаны мына жаққа қойып қоясыздар. Міне былай жұлдызша қойып қоясыздар. Сол кезде избранныйда тұратын favorites деп тұр, осы избранный дегенді білдіреді. Вот осы жерде өздеріңіздің таңдап қойған индикаторларыңыз тұрады. Осы индикатордың барлығын тура осыларды таңдап қойып қойыңыздар, постепенно өтетін боласыздар. Біз сделка ашқан кезде не только там сызған зонамызға осы индикаторларға қарап та сделканы ашатын боламыз. Экранды сызбаңыздар шейді. Пожалуйста, экранды сызбаңыздар. Звук өшіресіз бе дейді. Хорошо. Енді давайте. Индикатор түсінікті болды. Мына жерде таңдаған индикаторларыңыз тұрады. Сосын барып, мына жерде alert деген бар. Alert ол будильник сияқты да. Мынандай да бағаға келген кезде маған будильник бер десеңіз, сол бағаға келген кезде будильник береді. Ал мыналар керек емес. Мына жерде керек емес, мыналар сіздерге маңыздылықтар емес олар. Сосын мына жер бар. Мына жерді қарасаңыздар, оң жағымызда мына кнопканы бастық, мына кнопканы басқан кезде осындай лист шығады, иә. Сіздерде басқаша болып тұрады. Сол жердегінің барлығын удалить етіп тастаңыздар, мынандай удалить етуді бассаңыздар, удалить етіліп тұрады. Сіздерде coin, тағы криптовалюта деген списоктар бар. Оның барлығын удалить етіп тастаңыздар. Сосын удалить етіп тастаңыздар да, мына жерде плюс деген тұр, иә, көріп тұрсыздар ма? Вот сол плюс деген таңдайсыздар да, мен сіздерге компаниялардың списогін жіберем, сол компанияларды таңдап, өздеріңіздің списоктарыңызға қосып қоясыздар. Сол компанияларды таңдайсыздар да, сол списокқа қосып қоясыздар. Мына плюсты таңдаймыз дедім. Мен мына қазір компанияларды сіздерге жіберіп қоямын. Мына плюсты таңдайсыздар. Сол кезде мына жерден компанияны таңдап, мысалы, қандай компания бар? Lulu деген бір компания бар. Мына жерден плюсты басқан кезде сіздердің списоктарыңызда тұрады. Add to watch list деп. Мына списокты мен сіздерге қазір скриншот етіп жіберемін. Что өзіме жібере тұрам, что ұмытып кетпес үшін сіздерге жіберуді. То міндетті түрде жіберемін. Там не істемеңіздер. Инвестордан бастап. Пока штоға керек болатын компаниялар, иә. Осы компанияларды қарасаңыздар болады. Хорошо. Мынаны түсіндік. Осы плюсты таңдап, watch list өздеріңіз создать етіп алсаңыздар болады. Осылай спискта тұрады да, зато мына жақтан іздеп жүрмейсіздер. Керек кезде Tesla тық-тық етіп тез басып, осы жерден көріп тауып аласыздар. Хорошо, түсінікті. Одан кейін alerts дейді. Сіздердің қойған будильниктеріңіз. Каждый раз, мысалы, мынандайда мен будильниктер қойғам, мысалшы, бұл сол орындалған будильниктер. Бұлар онша қолданбаймыз, бұларды керек емес онша. Мына жерде төмен жақта уақыт тұр, иә. Сол уақытты міндетті түрде +5 Алматы деген болу керек. +5 Астана екен, +5 Астанаға қойып алдым. Сосын ADG деген бар ғой, соға тұра берсін, өйткені
дивиденд Е дегендер тұр ғой. Е деген компанияның отчет шығатын кездер. Компания каждый раз өзінің инвесторларына отчет береді. Біз мынандай, короче, не істеп жатырмыз деген сияқты жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біздің қазір оборотымыз мынандай, ақшамыз мынандай деп. Вот соның барлығы Е деп аталады. Е деп тұрады. Мына жерде қарасаңыздар көп тұр, иә. Каждый раз 4 айда или 1 рет, 3 айда 1 рет болмаса, осы отчетін беріп тұрады. 3 айда 1 рет па? 1, 2, 3, примерно 3 айда 1 ретте отчетін беріп тұрады. Вот соны кварталдық отчеты деп айтады. Осы Е дейді. Мысалы қарасаңыздар, кварталдық отчет шыққан кезде компаниялар резко бағасы өзгеріп кетеді. Мына кезде қараңыздар, мысалы, иә. Кварталдық отчет шықты. Отчеттан кейін резко алғанда баға құлаған. Көрдіңіздер ме? Мына жақта тұрған баға алғанда отчеттан кейін құлап кеткен. Мысалы, мына кезде қараңыздар. Мына кезде қарасаңыздар, баға деген құлап келе жатқанда, отчет шыққаннан кейін резко осы жерден алды да өсіп кетті, көрдіңіздер ме? Отчеты шығу деген ол жақсы әсер етеді. Ал Д деп тұрған мына дивидендтер. Дивиденд деп айтамыз ғой, компания мысалы, егер акциясын сатып алып қойсаңыз, дивиденд төлейтін компания болса, Apple сияқты, сізге осылай отчеттан кейін 1 айдан кейін олар дивиденд төлейді. Сіздің акцияңыздың қандай да бір проценті 1%, 2% деген сияқты. Мысалы, егер де миллион теңгеңіз инвестицияда жататын болса, мысалы, сізге 100 мың теңге төлеуі мүмкін, шы, 10% болатын болса. Аха. Либо 1000 теңге төлеуі мүмкін деген сияқты. Қазақстанның компанияларының дивиденді көбірек, чем шетелдің компанияларына қарағанда, но олардың росты азырақ болады. Хорошо, енді давайте анализ жасауды үйренеміз. Анализ жасағанда қандай инструментті біз қолданамыз? Анализ жасағанда бізге керек болады тек қана мына жердегі горизонтал лайн ғана. Вот сол ғана керек бізге. Не былай істейміз. Бастапқыда индикаторстан ATR деген индикатор таңдаймыз. ATR деген индикатор таңдаймыз, и чтобы біздің таймфрейміміз daily таймфреймде тұратындай. ATR-ді қарасаңыздар 4.19 доллар деп тұр, иә. Демек 4 доллар деп аламыз. Қазір соңғы бағасын қараңыздар. Мына жерде линиямен қызыл линия тұр, иә. И 201.8 деп тұр. Демек, кешегі күні бізде маркет жабылды ғой, түнде сағат 1-де ма, 2-де ма маркет жабылды, 2-де жабылды ғой, 2-де маркет жабылды. Вот сол кезде бізде ең соңғы баға 201.08 болды. Вот осы бағаға біз мына ATR-ді қосамыз. ATR-іміз 4 доллар болып тұр, иә. 4 долларды қосамыз, мына 205 доллар болады. Төмен қарай 4 долларды азайтамыз. 201-ден азайтатын болсақ, 197 болады, иә. 197. Сонда мына екі зонамыз ATR зоналары деп аталады. Осы зумда көрсетіп жатқан видеоларда бар ма дейді. Негізі зумда көрсетіп жатқан видеоларда бар ма? Видео сабақтарда ма? Ол жерде бар, бірақ ол жақта ұзақ түсіндіріледі да, бір тақырыпты көп ұзақ түсіндіреді, ана тақырыпты ұзақ түсіндіреді. Вот из-за этого негізі менің көргенімді жақсылап көріп алсаңыздар, мен сіздерге осы анализдерді қысқаша жіберіп қоямын ғой. Қалай айтсам, гайд жіберіп қоямын. Былай постепенно орындайсыздар деген сияқты. Осылай 2 ATR зонасын сызасыздар. Бұл зонаны міндетті түрде басқа түске бояп қоямыз. Мысалы, мен көк түске бояған жақсы көремін постоянно. Именно ATR зоналары. Көк түске бояп қоямын. Енді ATR индикатор бізге керек емес. Оны дәлелдеп жасаймын. Сосын қарасаңыздар, мұнда біз сопротивление мен поддержка зоналарын сызуды үйрендік қой. Енді демек, свечаның жоғары жағы бізде сопротивление болған жер. Свечаның төмен жағы поддержка болған жер. Өйткені daily time фреймді қарасаңыздар, баға алғанда мына жақтан ашылған баға, төмен құлаған, мына жақтан құлаған, осы жерге дейін келгенде қайта баға өсіп жоғары шыққан, сосын қайта келгенде мына жерден баға жабылған. Мына жақтан жабылған. Көрдіңіз бе, сонда свеча бір күнде баға қандай қозғалыс жасаған? 199-92-ден бастап мына жаққа дейін өсіп, қайтып келіп құлаған баға. Енді бұл бір күндік, бір күнде үлкен свечамен көрсетіп тұр қалай қозғалғаны. Енді бұл бір күндегі қозғалысын өте үлкен ауқымда қамтып тұр. 200 пен мына жақта 203-те 2 арасын, иә. ATR дегеніміз нені білдіреді? ATR дегеніміз примерно бір күнде 4 доллар қозғалыс жасау мүмкін дегенді білдіреді. Егер осыдан құлайтын болса 4 доллар мына жаққа дейін құлап беруі мүмкін, ал егер өсетін болса 4 доллар мына жаққа дейін өсіп беруі мүмкін дегенді білдіреді. Хорошо, бұны көріп алдық. Енді барып, daily time фреймнен кейін 5 минуттықта свечаны қарап көрейік, иә. Мен жаңа айтқанымдай шын ма екен, мысалы.
иә, шын қарасаңыздар, баға мысалы мына жақтан ашылған, баға мына жақтан ашылған, иә, кішкене өскен, мына жаққа дейін барған, қайтып құлаған, мына жақта ары бері жүргенде баға мына жақта құлаған, бірақ құлағанмен мына жақта келіп жабылған. Сонда баға мына жерде ашылғанда қарасаңыздар, қазір баға мына жерде ашылған, бірақ мына жақта жабылған, иә. Но баға по-любому мына жерден барғанда мына жаққа дейін өскен. Сонда мына жақтан барғанда мына жаққа дейін өскен. Сосын барады да мына жақтан келіп арасында түскен. Сонда қарасаңыз, баға мына жақтан барып өскен, қайтып келіп құлаған, и сосын барып мына жақта. Сонда свечамызды жасап тұр ма мынадай? Жаңа ұзын таяқшасымен свеча болды ғой. Вот соның мысалы біз қазір үлгісін үлкен қылып сызып жатырмыз, иә. 5 минуттық свечалардан құралған daily time фреймде осындай үлкен свечаны құрайды. Қазір енді daily time фреймде қарайық. Жаңағы свечамызды біз daily time фреймде сыздық, көрдіңіздер ме? Жаңа сызған сызығымыз мынау. Daily time фреймде сыздық сонда. 5 минут ұсақ-ұсақ свечалардың барлығы құрастырып, daily time фреймнен бір үлкен свечаны құрайды сонда. Қызыл шорт, жасыл лом. Иә, дұрыс айтасыз. Қызыл мен жасыл свечаның айырмашылығы бар. Қызыл свеча дегеніміз, қазір өшіре салайын. Қызыл свеча дегеніміз, баға мына жақтан ашылғанда төмен қарай құлаған баға. Ал жасыл свеча дегеніміз, баға мына жерден ашылғанда, мысалы маркет ашылады ғой, сол кезде баға осы жерден басталғанда өсіп, баға мына жақтан жабылған. Вот айырмашылығы сол ғана. Қызыл свеча құлаған болса, жасыл свеча былай бағасы өскен. Жасыл свеча былай бағасы өскен, қызыл свеча аяқ асты мына жақтан былай қарай құлап кеткен. Вот сол ғана айырмашылығы. Ал қалған кезде айырмашылығы жоқ. Сонда жаңа көрдік, иә. 5 минуттықты ашқан кезде свечаның жоғары жағы дегеніміз сол жерден сопротивление алғанда баға құлаған кезі. Демек біз анализ жасаған кезде именно сонда свечаның жоғары жақтан сызамыз. Бірақ қалай сызамыз? Так, чтобы бірнеше свечаның жоғары жағы тиетіндей. Мысалы мен мына зонаны сызған кезде мына свечаның жоғары жағы тиіп тұр, мына свечаның жоғарғы төбелері тиіп тұр ғой. Вот сондай зоналарды сызамыз. Мысалы егер де мен қазір мына зонаны сызатын болсам, қараңыздар. Жирнее қылып сызуға тырысайын. Мына зонаны қараңыздар. Мына жерде бір свечаның ұшы тиген, почти мынау екінші свеча. Мына жерде үшінші свечаның ұшы, мына жерде төртінші свечаның төбесі тиіп тұр, иә. Демек, мына жерде сопротивление болып тұр. Баға қараңыздар, жаңа көрсеттім ғой, былай қарай барғанда, осы жерден құлатып, бағаны қайтып келіп түскен. Мына жақтан да баға былай барғанда, осы жерге барған, қайта баға құлаған 5 минуттықпен қарағанда. Бірақ daily time фреймде қазір бізде свечаның тек қана мынандай ұштары болып тұр. Мына жақта баға келгенде поддержка ғана қайтып өсіп кеткен, көрдіңіздер ме? Вот осындай моменттерде осындай жүйелер сызып шығамыз. Давайте қазір барлықтарыңыз TradingView несін ашыңыздар да, ATR индикаторын табыңыздар. Индикатор ATR, Average True Range, қысқаша ATR деп аталады. ATR индикатор табыңыздар, сосын ATR-ді шығарыңыздар. Біз ATR-ді таптық, осылай шығардық. Именно Apple-дың осылай ATR-ы 4 болып тұрған көріңіздер. Если ноутбуктарыңыз болса, давайте. Если болмаса, тогда пока что ноутбук жоқ деп айтыңыздар, жалғастыра береміз. Хорошо, ноутбук жоқ дейді. Таба алған адамдар бар ма ATR индикатор? Индикатор таба алғандар бар ма? Хорошо, ладно. Ноутбук болған кезде міндетті түрде қалай жазылады ATR дейді. Ағылшынша жазылады ATR деп. Вот не жеріп қойдым. ATR. Таба алып жатырсыздар ма? Қазір табатын адамдар тауып көрсін. Бір-екі минут күтіп көрейік. ATR қосты. Иә. Енді
Енді Бір ATR-ді 14 деп тұр ғой. сіз daily time frame'ге қойдыңыз ба? Неде 5 минутта тұр екен. Все. Дейлида, я 14. Қате қарап тұрмын ба? 14 деп тұр ғой. Сіз мүмкін Тесланы қарап жатқан шығарсыз. Apple'ды қарап тұрсыз ба? Жоқ, Apple. Иә. Скриншот етіп жібере аласыз ба? 14 РМА деген қазір. Сіз 14 RMA деп мынаны қарап тұрсыз ғой, мына 14 дегенді мынасын. Оны емес, жанындағысын қараймыз. Мына шетіндегі Иә. тұрғанды қараймыз. Мына қызыл болып тұр ғой, мына қызыл болып, соны Сол. қараймыз. Өте жақсы. Қазір Қызыл болып тұрған 4. иә, жақсы 4 таба алдыңыз, иә. Сіз қазір Все, басқа жақтан 4-те 19 деп тұрған ба сонда? иә, өте дұрыс. Динара ханым, сіз басқа жақтан қарап жатырсыз. Көрдім. Бірінші Apple компаниясын ашыңыз. Мына жақтан Civil Search дегенде Apple деп жазыңыз. AAPL деп. Бір секунд. АТР табу керек па бізге? ATR-ді қазір қайдан табасыздар көрсетемін мен. Вот қараңыздар, Apple-ды ашып қойдыңыздар ғой. Мен мына қазір экранды тазартайыншы. Барлығын да айтамын. Қараңыздар, Apple компаниясын осылай аштыңыздар. Сол кезде Indicators деген тұр. Indicators деген жерден іздейсіздер. Оларды сақтап алғанбыз. Вот именно сол жерден Динара ханым жаңа сіз іздеген кезде именно компанияны іздеп жатырсыз да. Мына жерде Динара ханымдікін айтып жатқанмын ғой. Энтизар ханым, сізде екеу шығып кетіпті. Біреусін өшіре салыңыз. Мына жерде бүйтіп ATR-ге апарған кезде глазок шығады, настройки, мынандай жақша, сосын бар remove деген бар. Сол удалить етуді музырканы жіберсеңіз, бассаңыз біреусі Хорошо. удалить етіледі. Жарайды. Динара ханым, сіз таба алдыңыз ба? Динара ханым табылды ма? сәлем достар. Динара ханым табылды ма? Барлықтарымыз таба алдық па? Таба алатын болсақ жазып жіберіңізші, иә деп. Хорошо. Осылай индикаторсты тапқаннан кейін осы жерде ATR деп тұрады. Бір күндік қозғалысы дегенді білдіреді. Мінекей соңғы кездерде Apple-дың қозғалысы аз болып жүр да. Из-за этого ол $4 сондай болып тұр. Мына кезді қарасаңыздар, свечасы өте үлкен ғой. Сол кезде бізде мысалы Apple $10 қозғалыс көрсеткен, көрдіңіз бе? Мына жерді қарасаңыз $9 қозғалыс көрсеткен, сол айтып жатыр. Соңғы кездер аз қозғалыс болса, и ол біздің ATR-імізде қозғалысы аз болады. Қазір қарасаңыздар, өте кішірек қана қозғалыс көрсетіп жатыр, иә? Өйткені қазір маркетте, именно экономикада неопределенность болып тұр да.
Негізі менің номерімді сақтап қойсаңыздар дұрыс болар еді, чтобы сіздерге осылай ссылка жіберген кезде келетіндей. Зумның записі жүріп жатыр. Маған көп адам жазыпты личкаға. Кешірім өтінемін, мен сразу ответ қайтара алмай жатырмын. Чатты көрейік. Индикаторлар орысша, қалай ағылшынша ауыстырамын, осылай ма деді. Бір күндікті қараймыз, иә, бір daily дегенді таңдаймыз. Жоқ, Динара ханым, сізде мынау не болып кетті, бірдеңесі дұрыс емес болып кетті. Мына жерде волюм деп тұр ғой, соған бүйтіп апарсаңыз удалить деген шығады. Соның мынаның бәрін удалить етіп тастаңызшы. Мына волюм дегеннің бәрін ATR дегенде удалить етіп тастаңыз. Волюм дегенде удалить етіп тастаңыз. ATR дегенде былай шығу керек, қараңыздар. Ағылшыншаға ауыстыру үшін пока что былай істейсіздер. Мына жерде А деген әріп тұр ғой, соны басасыздар, сол кезде language деген шығады. Language дегенде English'ті таңдаңыздар. Өйткені біз барлығын ағылшынша қараймыз да. Индикаторсқа ағылшынша ATR дегенде просто ATR шығады. Мынандай басқасын таңдап қойып жүрмеңіздер. Тек осындай average true range деген тұр. Соны ғана таңдайсыздар. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Менің номерімді сақтап қойыңыздар, чтобы мен жіберген ссылкалар бар. Мен бүгін қатысып отырмын да сабаққа. Иә? Алдында айтып едім, 28-нен бастап қатысамын деп. Мен басқа мемлекетте болдым да. Енді мен қазір түсінбей отырмын, қалай қатыса берем бе? Біз деген сағат 5-те бастап кетіп едік, 1,5 сағаттай болды зумда қазір обсуждать етіп жатқанымызға. Мына жерде кіріп отырған адамдардың барлығы с нуля бастап жатқандар. Сізге осының записін жіберіп қоямын. Егер қазір түсінбей қалсаңыз, соны көріп алсаңыз болады негізі. Барлығын с нуля айттым мен жаңа. Соны жіберіңізші. Иә, how удобно болады ма? Просто қазір көріп отыра беріңіз. Хорошо, барлығымыз ATR-ді тауып алдық. ATR-ді қалай анықтайтын зонамызды таптық па? Мына жерде соңғы баға осылай қызыл болып тұрады. 201 деп, иә? Барлықтарыңызда осындай бар ма? Соңғы баға тұрады. Осылай 201 деп шетте красныймен тұр. Сол красныймен тұрған баға аламыз да, ATR мында $4 деп тұр ма? Қараңыздар, если свечаны бүйтіп, мына қай свечаға апарасыздар, вот сол свечанікі көрініп тұрады. Мысалы, мына свечада 5,29 деп тұр ATR-іміз, иә? Қызылмен тұр, сол жақта. Мысалы, мына свечада 7,81 деп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Мына свечада, мысалы, 6,27. Әр свечада әртүрлі көрсетеді. Сол үшін біз мышкамызды мына свечаның үстіне апарып қоймаймыз. Оң жаққа четке қарай қойып қоямыз мышкамызды. Көріп тұрсыздар ма, мен мышкам мына жақта жүр. Вот сол кезде ғана дұрыс ATR-ді көрсетіп тұрады, 4,19 деп. И таймфреймді міндетті түрде dailyға қоямыз. 1 сағат, 4 сағат, 5 минутта ол жұмыс істемейді. Соны естеріңізде болсын. Сосын мына 201 деген баға соңғы баға. Кешегі күннің маркеттің жабылған бағасы 201. Осы 201-ге аламыз да ATR-ді қосамыз. Бір зона сызамыз жоғары қарай. Қандай баға шықты, соны мынаны бүйтіп таңдап аламыз. Барып керек жерімізге бүйтіп ұстап тұрып тық етіп қоямыз. Все, сол жерде зона сызылады. Бір зонаны сыздық. Төмен қарай осы бағадан азайттық $4-ды. Төмен қарай бір нені зонамыз сыздық, тық етіп қойдық, ол сызылды. Одан кейін барып екеуінің арасындағы свечалардың ұштары қайта-қайта бүйтіп горизонтал лайн таңдап аласыздар, бүйтіп қарап жүресіздер. Сол кезде мына зонаны қарасаңыздар, не мына зона. Қайта-қайта свечаның ұшы бар тиген, свечаның мынандай таяқшасы бар ғой. Мынау тиген, почти тиген көрдіңіз, өте жақын тұр. Мына кезде поддержка алған деп айтамыз. Когда мысалы зонаның жоғары жағына свеча жүрсе, тогда мына жерден құлап келді, кішкене поддержка алып өсті. Құлап келді, поддержка алып өсіп кетті. Құлап келді, поддержка алып өсіп кетті. Мына жерде баға бүйтіп құлап келе жатты, поддержка алды, өсіп кетті. Көрдіңіздер ма? Вот сондай моменттерге осындай сызық сызамыз. Как будто зона не сияқты, забор сияқты. Вот мына жерге дейін бүйтіп сыздық, өйткені мына жерде свечаның бір ұшы тиіп тұр. Мына кезде бір тиіп тұр, иә? И тағы біреусін сызайық, бүйтіп қараймыз да бүйтіп сызамыз. Мына жерге келгенде баға осы жерден бастап бүйтіп жоғарыға өсіп кеткен. Мына кезде как будто мына жерге келді де, мынадан баға құлап кеткен көрдіңіздер ма? Вот сондай зоналарды сызамыз. Осылай зона сызып шығамыз сонда.
Мына жерді қарасаңыздар да болады. Мына кезде келіп поддержка алған, мына кезде де келіп поддержка алған. Поддержка алып жатыр дегенім мынандай ғой. Мысалы, бүйтіп топтың траекториясы сияқты да былай жоғарыға бір уақытта ұшады да қайтып келіп бүйтіп құлайды ғой. Сол кезде мына жерде как будто батут орналасқан сияқты. Бүйтіп келеді да осы жерден резко поддержка алады да, как будто батут топты не болмаса бір затты жоғарыға итеретін сияқты, лақтыратын сияқты. Осы жерден келеді да резко өседі, былай көрінсе мына жаққа дейін өскен. Қайтып келіп құлайды да мына жақтан келеді, тағы поддержка алып өседі. Вот сол сияқты зоналар ол поддержка зоналары деп аталады. Ал сосын мысалы потолок сияқты біз волейбол ойнап жатырмыз деп елестетейік, иә. Бүйтіп волейбол ойнап жатырмыз да допты лақтырамыз, сол кезде потолокқа барып тиеді да қайтып доп құлайды. Қайтадан жерге түседі де үлкен күшпен барып қайтып потолокқа барып тиеді, қайтып құлайды мысалы ше. Потолоктан ол өсе алмайды ғой. Вот сол сияқты потолок сияқты өсіре андай баға қайта құлап кеткен зона болса, ол сопротивление зонасы деп аталады. Жазып алсаңыздар болады. Зона поддержки и зона сопротивления. Пока что АТР керек емес, удалите Осылай свечаның ұштарынан бүйтіп зоналарды сызып қоясыздар. Бүйтіп тағы бір мындан зона көріп тұр. Мына кезде бір өсірген, мысалы, иә. Мына кезде бір рет поддержка берген, мына кезде сопротивление берген. Вот осындай зоналарды сыздық. Мына жерде тағы бір зона бар екен. Осындай зоналарды сыздық. Хорошо. Daily time frame'де осындай свечалар ұштарын сызып шықтық, көрдіңіздер ма? Қайта ұштары келіп тиген, вот сондай жерлерді сыздық. Одан кейін daily time frame'нен кейін 4 сағаттыққа ауысамыз. 4 сағаттыққа қарасаңыз, мына жерден біздің мына жақтан баға келген, осы жерге қайта келіп баға келген, бірақ мына бағаны кесе алмай жүр, көрдіңіздер ма? Қайта сопротивление алады, құлайды, сопротивление алады, құлайды. Мына жерде барып өскен, и біздің АТР зонамыздан барып сопротивление алып, қайтып құлаған. Мына жерден бір поддержка береді, 2 рет поддержка береді, 3 рет поддержка береді, қайтып өседі да, мына зонадан келіп құлайды, көрдіңіздер ма? Осылай жүр. Осындай моментте 4 сағаттыққа қойған кезде қарасаңыздар, біздің бағамыздың жоғары жағында бір зона тұр, иә. Мынандай бір зона тұр. 201.33. Мына біздің бағамыз деп ататқан мына баға. Маркеттің жабылған бағасы, көрдіңіздер ма? 201 деп жаңа есептедік қой АТР-ді қосып азайтқан кезде. Вот осы баға біздің жоғары жағында тұрған бағаны басқа цветке бояймыз. Қатты жақын тұрған. И төмен жағынан тағы бір зона табамыз. Мына жерді қарасаңыз, мына кезде поддержка берген екен, иә. Баға бүйтіп құлағанда, мына жерден поддержка беріп, свеча мына жақтан жабылған. Демек, осы зонаны да поддержка зонасы деп алсақ болады. И мына осыған жақын, осылай жақын екі жатқан зонаны сызамыз. И екі зона болады. Бұл екі зонамыз өте маңызды зона, бізге керек зоналар. Қарасаңыз, мына кезде бір рет поддержка алған, и мына кезде бір рет поддержка алған, ал мына кезде сопротивление болған. Вот осындай зоналар, көрдіңіздер ғой. Вот осы екі зона бізге маңызды зона. Өйткені мына зонаны егер жоғары қарай бүйтіп кесіп өсіп кететін болса, мысалы баға былай келеді да, қазір баға былай келеді да, маркет ашқан кезде былай өсіп кететін болса, тогда сіз сделканы лонгқа ашасыз. Лонгқа ашасыз. Ол дегеніміз біз купить деп сатып аламыз деген сөз. Ойбай. Лонгқа и купить деп сатып аламыз деген сөз. Ал егерде мысалы, баға осы жерден келеді да, төмен қарай құлай бастайды ғой. Мына сары зонамызды бұзып төмен қарай құлай бастайды. Вот сол кезде біз шортқа сделка ашамыз. Шорт қысқа дегенді білдіреді ағылшынша, иә. Оны продать дейміз. Біз егер баға өсіп жатса, арзан бағадан соны сатып аламыз да, мына бағадан кішкене өскен кезде осы жерде сатып аламыз. Мысалы, 201.33 бағасы тұр ма? 201.5 бағасына сатып аламыз да, 202 бағасынан, болмаса мына жақта 202.8 бағасынан сатып жібереміз. Ал мына бағада мысалы продайтқа сделка аштық, и мына жақтан сатып аламыз, сделканы жабамыз сонда ше. Лонг пен шорттың айырмашылығын білесіздер ғой, ақырын түсініп кетесіздер, но пока что осылай бола берсін. Сонда қарасаңыздар, мына зонадан жоғары шыққан кезде купить деп сделка ашамыз, ал төмен қарай мына зонадан құлаған кезде продать деп сделка ашамыз. Ол түсінікті. Одан кейін плюсқа шығасыздар ғой, сол кезде take profit бір ретінде мынаны қойсаңыздар, take profit ретінде сосын шортқа сделка ашқан кезде мына зонаны қойсаңыздар болады. Сонда мына зонамыз бізде точка входа деп айтылады, ол entry зонамыз демек. Entry зонамыз лонгқа. Entry зонамыз лонгқа.
Ал мынау болатын болса, entry зонамыз. Шортқа болады, иә. Купить деп сатып алатын болсақ, біз long дейміз. Егер продать деп сделка ашатын болсақ, тогда біз short дейміз. Бұл түсінікті. Одан кейін мына кезде болды ғой, телеграмды қарасақ. Жаңа мен сіздерге бірден көрсетіп жатыр едім. Мына кезде қараңыздар, сделка аштық, иә. Бірден істеп сделканы аштық. Сделканы мына точкадан баға жоғары шығып, мына жаққа кеткен кезде сделка аштық, и төмен қарай сделка аштық, иә. Вот жоғары қарай кеткенде сделка ашқан кезде біз купить деп таңдадық. Купить деп таңдадық та бір сделка аштық. Сосын барып, сделканы қарасақ, осылай тұр, иә. Сделкаға кіреміз, осы жерде тұр. Портфельді басқан кезде мына сделкада тұр. Сосын плюс бірге басқанда мынандай бет ашылады. Сол кезде take profit ретінде мына бағаны жазасыздар. Мына бағаны жазасыздар. Осының жоғары жағындағы зонаны. Сонда біз take profit дегеніміз осы болады. Take profit. Ал төмен жағындағы зона шортқа арналған take profitіміз болады. Сонда қараңыздар, лонгқа арналған take profitіміз мынау, шортқа арналған take profitіміз мынау болады, көрдіңіз ба? Бұлай қарайтын болсақ, біздің ATR зонамызға шейін көп зона сызылды. Жоғары жағында да мына ATR зонаға шейін көп зона сызылды. Егер сонда жоғары жақтағы мына зонаны бұзған кезде лонгқа сделка ашамыз, мына зонаны бұзған кезде шортқа сделка ашамыз. Пока что бүгінге осы информация жетеді деп ойлаймын. Понедельник күні маған тапсырмаларыңызды жіберіңіздер. И сіздерге тағы бір тапсырма. Маған ATR зонасымен осындай көп зоналарды daily time frame'де сызып жіберу керексіздер маған. Қазір мен мына жерге жазамын, скриншот етіп жазамын. Daily time frame'da daily time frame'de ATR зоналарын сызу. ATR сызу. Сызу. Потом барып, осындай көп зона сызып келесіздер маған. Зона сызу. Одан кейін барып, зоналардан кейін мынандай екі жатқан, близко жатқан зонаны қарайсыздар да, продать, купить зонасы сызып келесіздер. Лонг пен шорт зонасын. Лонг, шорт табу. Шорт зонасын табыңыздар. Қазір мен көрсеткендей, именно үйде бос отырасыздар ғой, бүгін, ертең осылай зона сызыңыздар. Давайте бүйтейік. Лучше анализ жасауды бүгін ертең үйреніп алайық. Пока что бүгін осы зоналарды былай сызуды үйреніңіздер, мына зоналарды сызуды үйреніңіздер. Сосын мен ертең сіздерге қандай индикаторларға қарап, сделка ашу керектігін көрсетемін. Мына индикаторлар біз қолданамыз ғой. VWAP, тағы мына жерде қандай индикаторлар. Moving average деген бар. Сосын барып мында волюмді қолданамыз. Жаңа бір кісілер сұрап жатыр еді. Осы үш индикаторды қолданамыз. Оларды қалай қолдану керектігін мен ертең түсіндірейін жарай ма? Бүгінге и так информация көп болып кетті. Мынаны сіздерге қазір скриншот етіп жіберемін. Мына тапсырманы ұмытпаңыздар. Қайтып үлкейте аламын. Зона сызу, long short табу. Long short табу бұл үш компанияға. Үш компанияға істеп келесіздер. Ертеңге жіберіңіздер маған жарай ма? Ертең кешке дейін алсын жіберіп қойыңыздар. Мына видеоны міндетті түрде қайталап көрсеңіздер болады, сабағын мен жазбасын жіберемін. Надеюсь, бізде запись кетіп жатыр. Хорошо кетіп жатыр. Мен сіздерге мынаны да жіберіп қоятын боламын. Уже сіздердің тапсырмаларыңыз бар. Үй тапсырмасы премаркет, понедельник үй тапсырмасы мынау. Бүгінгі үй тапсырмасы мынау сонда, иә, жарай ма? Осы трейдинг вьюді ашып, міндетті түрде 100% үйреніп алуларыңыз керек. Хорошо, тырысамын дейді, өте молодцы. Шамды қалай сопақ қыламын? Шамды дейсіз ба? Қай шамды? Динар ханым.
Хорошо. Если сұрақтарыңыз болса, спокойно любой момент жаза беріңіздер. Заметили, мен түн болса да, күн болса да жауап беруге тырысамын. Кішкене просто кеше папамның туған күні болып, сондай үлкен той өткіздік та, сол жерде болып қалдым. Возможно, кейбіреулеріңізге дұрыс ответ бере алмай қалдым. Сол кезде болса кешірім өтінемін, өйткені ресторанның ішінде там дұрыс не ұстамайды екен, интернет дұрыс ұстамайды екен. Сосын барып андай тойда отырған кезде андай голосовой сообщениелер тыңдай алмай қаламын ғой. Содан дұрыс ответ бере алмай қалдым. А если бос болып қалса, міндетті түрде графиктерді жасыл, қызыл шамдарды айтып тұру дейді. Бізде негізі олар сопақ қылмай ақ қойыңыз. Мына жерде candles деген таңдалып тұрса болды, басқа ештеңеге тиіспей ақ қойыңыз. Тура қалай тұр, солай тұра берсін. Егер тағы бірдеңені түсінбей жатсаңыз, маған личкаға жазып, андай видеоға түсіріп, вот осыны түсінбей жатырмын деп қолыңызбен көрсетіп тұрып жіберсеңіз, мен түсіндіріп жіберемін. Пока что тапсырма осы. Понедельник күні міндетті түрде сағат 6-ға дейін 5 сделканы ашып жауып, 6 емес, даже 5-ке дейін 5 сделканы жауып ашып, и ертеңгі күнге тапсырма осы зоналарды сызыңыздар. И чтобы понедельник күні спокойно демо счетта трейд жасайтындай болайық. Жарай ма? Барлықтарыңызға үлкен рахмет қатысқандарыңызға. Мен міндетті түрде мына записьті жіберемін, қайттан көріп,